Ал, ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, нормальный подкаст Арманымен мен Арман Жаналиев. Бұл подкасттың бүгінгі керемет қонағы Жайдарманға қазақша КВН-ге керемет стиль алып келген. Мен үшін тарихтағы мықты командаларының бірі, сол команданың капитаны, 2013 2 күн финал ойнап чемпион болған Назар Аудар Ғазиз Ерболат. Қош келдің. Қазір актер, қазір КВН-ші, мықты асаба, қазір Назар Аудар театры. Және оның қасында отырған, енді бұл подкастта көбісі айтады, әйелдермен түсірген қызық болады деп, Ғазиз өзінің келіншегін көп жерде көрсетпейді екен, бүгін тоқалымен келіп отыр. Мен баса кезде. Есімі? Мағрипа. Сайба. Еще боқтайтын мен тоқалыма. Қош келдің, Ғазиз. Алтын уақытын бөліп келгеніңе рахмет. Осы күнге ешқандай подкастқа бармаған екен, бір ауыз сөзіміз жерге тастамай Астана қаласына келіп, осы Ғазизді түсіріп алуға келіп жатырмыз. Не жаңалық? Не істеп жүрсің? Тыныш, Қақтан келдің? Рахмет, жігіттер. Арман құтты болсын. Күшті екен, нормальный подкаст. Өзің жалпы баяғыдан бері негізі айтатын едің ғой, бірдеңе түсіремін өзім деп ше. 4-5 жыл болған осы армандап жүргенімізші. Аллаға шүкір бұйырыпты я. Енді нормальный подкаст четкий кетсін. Бұйырса. Күшті. Топовый проект болсын. Қалайсыз, өзіңіз жақсысыз ба? Ал енді бірінші сұрақ сразу. Төсектегі Ғазиз қалай? Тоқал Сразу ма? Тоқал саған Сразу ма? Не, съемка дейтін қайда болып отыр да, Астанада болып отыр да деріміз. Астанада отыр, конечно. Андай жоқ қой. Астанада Ғазиз қандай? Астанада отыр. Алматыда болып отыр дейтін жоқ. Жоқ, бізде как обычно, емін еркін. Бір сұраққа жауап берсеңіз. Қандай сұрақ қойдыңыз? Төсектегі Ғазиз қалай? Серьезно ма? Жоқ, қорылдайсың ба, қорылдамайсың ба? Мен когда как, брат, шаршап келген кезде қорылдайсың ғой. Бірақ жалпы негізі қорылдамаймын. Шаршағанда қорылдаймын. Қорылдың көкесі отыр ғой, Шаукан отырған арасында. Қойшы, братан, сіз қатты ма? Қазір ұйықтап отыр мысалы. Қазір мысалы ұйықтап отыр. Әңгімесі оққанда қорылдап отырсыз. Ойы болса да. Мен негізі Қазақстанда екі-ақ адамды білем қатты қорылдайтын. Қайрат Әділгерей және Боряны ғана. Өте қатты Қайрат брат дейтін қатты дейді, оны естідім мен ол кісіні. Бір комнатада жатып көргет негізі. Бүгін екеуміз бір-бірімен жатайын деп жатырқанымды біліп тұр. Қош. Бөлек емес екен, бірге Жоқ, жатат екенбіз. не істедің ба? Төсек бөлек, бірақ ол. Жоқ, наушник бар ма? Менде наушник бар. Болды, күймен ұйықтай бересің ғой. Сіз дейтін айтпақшы, братан дейтін, кімнің біраз несі болдыңыз ғой, контенті болдыңыз ғой, Жасик Айтеннің де. Жасик Айтен. Материал сады ғой сізден. Жасик ұйықтай алмайды да, бірақ қасымнан кетпейді, красавчик. Андай ғой, преданный ғой, короче. Сіздің біраз материал болды бұл кісі. Шантаж етіп жүрген жоқсың ба оны? Жоқ ғой. Братан, ұйықтайсың ба дейді. Яғни бірінші ұйықтап алайын дейді да, жатады да. Соны ұйықтап қалды ма деп ұйықтап қалсам, ертесі күні өзімді соны Инстаграмнан көріп отырдым ғой, короче. Полный түсіре ма? Полный түсіреді, короче. Ой, кәдімгідей не шығайын жатты ғой? Кино. Ұйықтап атсам, түнгі 4 па, 5 па, сондай ғой, оятады да. 17-ші қараша не болады дейді. Вообще не в теме ма? Оянды ұйқылы, не деймін ғой? 17-ші қараша не болады? Айтшы, бұл тез айтшы, братан дейді. Еппа, не болады? Мен қайдан білейін? Әлі күледі өзі жына. Жыным сап, ұйқым кеп тұрна. Сөйтіп барып, тамақ ішіп атсам да, братан, 17-ші қараша не болады? Мен қайдан білейін не болатын? Сөйтіп барып, бір күн настроением нормально болды. 17-ші қараша не болды деді. Айтайшы дедім. Туған күнім ба? Жоқ. Келіншегің туған күнім ба? Жоқ. Таппаймын жүрші. Маман туған күнім ба? Жоқ. Не болды десем? Кино болады дейді. Ой, ешак екесің ғой деген соң алғаншы. Қандай кино? Сол анау не? Кім? Ибрагимовтың киносы. Заманбек. Айтпақшы, кино демекші Ғазиздардың маған Назар Аудар деген керемет миллиард жинады. Миллиард жинаған киносы бар. Арамызда продюсер отыр. Красавчик. Миллиардер ғой, бұл ең бірінші миллиардерсің десіңдер, Сондай сияқты. Негізі бірақ дейтін мен продюсер емеспін ол жерде. Актер болып түстім ғой. Бірақ мен қуанатыным бар ғой, мен осы уақытқа дейін вообще жалпы көп киноға түскен жоқпын негізі. Бірақ бір Алланың қалауымен түскен киномның бәрі жаман болған жоқ. Ең бірінші түскен кином сол кезде Қазақстанда бірінші комедия деді, соны Ұлы дала комедиясы бар ғой. Әдемі өтті. Мен өзім таңғалдым да бар ғой. Ана кино қазақша. Оған дейін анау бізде мықты продюсерлер болды, режиссерлер болды, сайттар бар, сұрайды ғой, қалай істейміз киноны деген кезде. Біраз адам айтты, сендер естерің дұрыс па, неге қазақша түсірейін жатсыңдар? Қазақша қазір өтпейді вообще. Орысша түсіру керек дейді қазір. Сол жылдар, иә? Жоқ, қазақша түсіреміз деп түсірді. Алланың қалауымен кино деген потолок қойды ғой сол кездегі потолок. Әдемі өтті ғой. Негізі қазақша киноның конкретно бізге былай КВНщиктерге
жалғастырып кеткен Қоянбаевқа рахмет айту керекпіз ғой, иә. Қоянбаевқа конкретно әкеліп берген. Қазақшаны ше. Каналды ашып берді ғой. Кино сферасы. Қазір киноның барлығын жазып жатқан КВНщиктер ғой сосын. Қарасаң да авторының барлығы сондай. Ойнап жатқандар да почти КВНщиктер. Сіз қаншама киноға түстіңіз мысалы? Бәрін КВНщиктер жазған ғой? Бәрі КВНщиктер. Сол өзіміздің КВНщик балалар тартады өзімізді. Еще Астанада күшті жайдарман болып отыр фестиваль. Маусым ашар. Сол жаққа барып кетірмін, біраз бізбен ойнаған, бізден үлкен ойнаған командаларды көріп, братандардың бәрі жүр. Сіздер жоқсыздар тек. Ан жақта ше. Біз ертең барамыз. Сіздің шуткаларыңыз ан жаққа жетпей жатыр екен, брат. Қойшы. Сонымен көреміз, өзінің итін тымақ қылып киіп. Халық біле ма? Бірге қосылып айта ма? Орысша да ойнадық, қазақша да ойнадық оған. Қазір өзінің несінен тышқанынан носки деген шутка шықты ғой. Қойшы. Иә. Ойнатып берші. Анаушы түрмеден шыққан мысықшы. Қазірше жалпы КВН-да 2009 жылдары мен фестивальға бірінші рет келіп тұрмын ғой. 2009-да ма? Иә, университеттің атынан келдім де. Просто қарап отырмын, сол кезде шығып тұр ғой. Ол кездің шуткалары анау такси 1, такси 2 шегіп алған жігіт бірдеңе дейтін. Таксиді артынан жүгіріп кететін шуткалар еді ғой. Сол жерде қызық болды ғой. Болмайтын шуткалар еді ғой. Сол кезде өтті ғой бірақ. Өтті. Сол стильмен сөйтіп жоғал ақ келді ғой сол біздің Таразский стиль. Қанша жылдан кейін алып келді ғой. Сол жоғал алып келді действительно. Сондай кәдімгі стильмен чемпион болды еще. Қанша жылдың ішінде Таразда ең қатты қиын домашка жазу еді ғой. Домашка жаза алмайтынбыз ғой біз. Ара вообще ойнай алмайтынбыз. Сәлемдесуден жоғары балл алып тұрамыз. Алғанда да сәлемдесу почти бірдей болып тұрады ғой. 9, 5 болып. Бірақ домашка келген кезде біз 4 жыл премьер-лигада ойнадық, 4 жыл финалда ойнап, 3-ші, 4-ші орын алғанбыз ғой. Домашканың кесірі ғой. Биатлон ұтып берем. Сәлемдесу нормально. Домашка келеміз де кешір болып 3-ке түсіп кетеміз, 4-ке түсіп кетеміз. Сен қазір ойнау керек қой, братан, домашка жоқ қой. Жоқ, финалда бәрі домашкаға қазір қосып тастайды ғой. По-любому. Иә. Сосын бар ғой, мен таң қалғаным, біздер Таразда гастрольмен жүрдік қой. Армани үйіне барған кезде, прикинь, Арманидың бірінші КВН-нан бастап соңғы КВН-на дейін кубоктар тұр ғой, үйінде бар ғой. Неше кубок бар, братан, ішінде? Ол кубок үшін бұл соттасып қырылған ғой, білесің ба? Қойшы, неге? Қырғын болған ғой. Кезінде біз енді айттым бір-екі подкасттарда, колледжде біз ұтып алған кезде директорға әкеп қоя беретінбіз ғой кубоктың бәрін. Өйткені біздің алдымда достар некістер біздің университеттің музейінде сақтайды екен кубоктарды. Мен көрдім өзім барып. Мен де ойладым, мен сол қойып қоямыз ертең бізде музеймен бала шаған студенттер көреді деп алып келеміз де бір күні басқа корпусқа ауыссақ, біздің 3 кубок жоқ. Тайқазан деген мықты кубогымыз бар, исағы бір 3-4 кубок жоқ. Мен сұраймын ғой директордан, қаяқта десем, ары бері көшкен кезде кубоктар жоғалып кетті дейді. Менде күмән жүрегімде. Сонымен ол колледждің директорының құдашасымен біздің Ерлан өлең шығаратын. Ерланды сөйлеседі. Мен айтамын ғой, сөйлесші деймін ғой құдашасынан. Бар залдан көрсінші дейді. Прикинь, датао мен жүрегім күмәнданған тура келеді, суретке түсіріп, Тайқазан соның үйінде тұр ғой. И сұрайды ғой, Тайқазан қаяқтан алдыңыз десе, Қытайда мен досым әкеп берді деген ғой. Менің әкем адвокат қой. Кімге айтасың уақытта? Бардым да папаға айттым. Папа осындай, сол кезде терпел екенмін ғой мен. Семейный сондай екенбіз ғой десең, жоқ енді заңды ғой енді, мен басқа кімге айтасың? Мен еңбекпен ұтқанбыз. Папаға айтып едім, бір кейін папа барды да ректорға 3 минутта директор бүкіл кубокты әкеп берді ғой. Үйге алып кеттіңіз. Содан кейін мен айттым, ренжімеңіздер дедім, мен бүкіл кубокты үйде жинаймын дедім. Сөйтіп тұрдық, қазір 65-ке жетті. Енді мен Құдай қаласа бір үлкен үй алайын деп жатырмыз. Өзім бөлмемді кәдімгі музей қылып, әдемілеп бір арманым бар, сөйтіп әдемі қойып қойғанға. Ертең бала-шаға анамна өскенде тарих деп көрсететін. Действительно мықты. Сіздердің кубоктар қайда, брат? Біздің кубоктар, ё-моё. Ішкен жерде қалып кетеді. Футболға тік тастаған ғой бір кубоктарды. Кетші. Мен прикинь, айтшы андай ғой. Сол арман сияқты жинаймын деген ниет болды ғой енді. Сөйтіп бір 20 шақты кубок бар еді. Анау білесің ба? Район футбол ойнайсыңдар ма, білесің ба? Сөз бір кубок алып шыға саламын ғой, қызық болсын депші. Бірінші орынға бүгін мынау кубокты беремін депші. Сөйтіп тарап тастағансың ғой, короче. 20 ойыннан кейін қызық емес болып кеткен ғой кубок біткеннен кейін. Кетші. Тігіп тастаған ғой, полный. Тігіп тастаған. Біздің кубоктар бар, шамал 2013-тегі чемпион. Қақта университетте тұр ма? Иә, сол оқыған колледжде тұр. Оралда, иә. Ктаныкілер енді үйде тұр балалардың жан жақта, бер жақта. 2013-те чемпион болған кезде біз телевизор ұттық қой. 2 күн ойнап. Сол телевизор бар. Бар. Істейді еще. Братаның қалай, иә? Самат, біздің команда Самат, соның ағасының сол уақытта біздер чемпион болдық. Саматтың ағасы үйленіп өтті.
Біздер команданың атын сыйлап жібердім. команда дейтін бізде Назар Аудар құрылғаннан бері сол бір үйдің баласындай болып кеткенбіз ғой. Біздер ата-аналарымызға дейін дос, бір-бірімен араласады, кәдімгі семья болып ше. Сол Саматтың өзіміз қуандық та, сол Самат сенің ағаңның тойы ғой. Сенің ағаң біздің де ағамыз. Назар Аудардың атынан сыйлық болсын деп сол кісіге сыйладық қой. Бірақ мен ол кісі сендердің бар ғой ең бірінші рет көрген кезде, короче, бір әзілдерінен кейін көріп кеттім сендерді. Қайсы? Ана туралы ән дейтінші, ана вернется дейтін. Сол айтады ғой. Ана туралы өлең ән дейді, короче. Ана вернется дейді, ебать бүктелгенсің ғой бір екен. Содан кейін барып, содан кейін қандай команда уже зерттей бастадым да, уже көре бастадым. Сосын қатты хит болды бір андай. Жаңалықтар қызметі, жаңа қыздың еті деген шатасатын. Мен Арыс 5 жылдық 13-ші аймақ 5 жылдық жүргізге барам. Шымкентке, Арысқа, 3-4 ауданға. Назар Аудар келеді деді. Ол кезде мен уже базар жоқтамын ғой. КВН ойнамай кеткен, бірақ Назар Аударды естіп жүрдім. Конкретно қазақша КВН Жайдарманның стилін өзгерткен осы жігіттер. Шаш үлгісін, даже отбивкасына дейін, отбивка киім. В общем, стильді алып келген осы жігіттер ғой. И соны барамды жүргізіп атам. И біз Тараз екім, Колобок бар, мен бар, Дайыр, Олжас төртеуміз ойнаймыз. Ойнадық, нормально, айырып тастадық біз. И Назар Аудар соңында шығады Шымкентте студенттер сарайы ма, бір жерде жастар сарайында. Достық үйінде. Назар Аудар деп едім. Ё-майо, зал прикинь, екі аяқпен дік ұрады. Мен өмірімде онда көрмегем. Ұрды да и шапалақ ұрып атыр. Ебать, бір Майкл Джексон шыққандай болды ғой. И мен сол кезде мен түсіндім да, Назар Аудар елдің айтып атқандай лайықты команда екен. Айырды ма? Ондай алып айырған айтпай қойын десең, жоқ, бірақ үйтіп күтіп алатын команда мен өз көзіммен көрмегем ондай вообще. Мен көргенімді айтып атым. Қойшы, кішкене көтіншелек болып отыр қайтшы. Жоқ, сол кезде 91 болдық қой, брат. Шынымен мен көргенімді айтам, мен естігенімді емес, өсек емес, мен конкретно өз көзіммен. Күшті ойын болды, брат, негізі. Еще ана әзілдерін. Именно осы құда өшерді кеп ашам екен, көрем екен дейінші. Кеп мұнам, наверное, не дейсің ғой? Майын түсіріп атқан қанша блогер бар. Ұят емес па, иә. Диванның астына ашып қойып қояды, бүйтіп қояды. Фестивальда ғой. КВНнен бастаған ғой бәрі, әзілдердің бәрі. КВНщиктер ғой негізі. КВНщиктер, иә. Басқа енді Ғазиз не жаңалық болып жатыр? Қазір қаяқтасын, кинодан кейін не болып жатыр, театр не болып жатыр? Жеке өміріңе сосын ораламыз, бір өнер жайлы айтшы. Қазір Астана қаласында мен, Мади, Самат үшеуміз Астанадамыз. Ақболат Алматыда, қалған балдар Оралда. Назар Аудардың оған дейін гастрольге шыққанбыз ғой біздер, бірақ эфирге бармағанбыз. Батыста бір шықтыңдар, мен көрдім. 4 концерт эфирға бұйырса жоспарлап жатырмыз бірден. 4 концерт? Иә, Назар Аудардың 4 концертін жоспарлап жатырмыз. Сосын кино, сосын күзде гастроль ғой. Сосын қайттан концерт. Еще бұларын ондай жүректері мықты да, екеуі болса, үшеуі болса, короче, шыға береді бұлар концертке. Таразды білесің ба? Екеуі кеп, кәдімгідей театр болып айырып жатыр ғой екеуі. Концерт дейсің ғой, өлсең де шықпайсың ғой. Екеуімен Тараздың халқы жаман ауыр ғой сіздерге. Ауыр ғой бізде, иә. Концерттер қиын ғой, жаман қиын бар ғой. Біздер дейтін қатты қиналдық, брат. Ол сендер ғана айтпайсыңдар, бәрі айтады. Таразды, таразды. Тұрсынбек те айтқан. Қиындау деп. Сәл басқаша халық қой біздің. Жаһанда бастайын деп таразға жоқ. Қиын деймін. Бірақ сіздерде қалай өздеріңізде? Ақалап көтеріп алады мынау айтып. Жоқ енді ана той басқарған кезде енді өзіміз халқымыз білеміз. Біз жақта сәл ұрысу керексің ғой. Өйткені бізде күнде той шашақ кеткен бай, мен білмеймін, халық басқаша бізде. Бірақ өзімізге нормально. Бірақ сырттан келген тамадалар, концерт болсын, көбісі айтады шірейді. Конкретно шірейді ғой. Мен Тараздан кімнен өз? Колобоктан ба, сенен ба естідім ғой. Таразда той болып жатыр, в общем. Әншілердің бәрі келіп жатыр дейді да. Халыққа қызық емес дейді. До того Бонием келіп өлең айтып жатыр. Мен айттым ғой, концертте айттым ғой. Бонием ресторан емес, бір хозяин баласын үйленген Бонием шақырған ғой. Прикинь, сыртта еркектер темекі шегіп тұр ғой. Бонием деген осы ма? Түрлері қап-қара ғой дейді. Прикинь. Ойлашы, Бонием өлең айтып жатыр. Вообще, бізде бұл ұрзақ көне келсе, о-бана, міне шын. Таңғала ма? Анау кеп тұр, да, ты че кім? Анам мен анам, да, ты че араласам ма не? Сен бірақ братан неше концерт беріп тұрсың? Жеке концертін Таразға беріп тұрсың. 3 концерт беріп тұрсың. 2 концерттен 3 концерт беріп тұрсың. Бәрі күшті болды, иә? Полный, иә. 2 концертім ютубта бар, бірінші концертім түсіріп үлгерген жоқпын ол кезде. Ақша болмады ма, ақшамды аядым ба білмеймін енді. Назар Аудардың концерттері Құдай қаласа киноларынан сәттілік, енді жеке өмірің жайлы көп жерде айтпайсың. Мен кеше Ғазизді түсірем деп отқан кезде көбісі маған айтты, жеке өмірін сұраңызшы деді. Жеке өмір жайлы. Жеке өмір. Секрет пе или айта бересің? Жоқ, жеке өмірім туралы негізі көп айтқым келмейді. Айтпайсың, иә? Өйткені дейтін анау андай емес, бір жасыратын ештеңе жоқ қой. Жасыратын ештеңе жоқ. Бірақ мақтанатын да көп нәрсе жоқ. Сол мақтанған нәрсемді қазір мақтанып қойсам көз тиіп кетеді деп қорқамын негізі бар ғой. Үш екі әйелім бар ма не?
жасыратындар сондай ма негізі? жоқ именно екі әйел емес қой брат, жалпы айтамын, жалпы андай жария қылып былай деп айтқым келмейді негізінде. Еркек па не әйелім десең. В общем, бұл сұраққа жауап бермеймін деп тұр. Жоқ, жеке емес өмірінде айтпашы анда. Қалай сонда? Қалай сонда? Білмеймін қандай болады ол жеке емес өмір. Жеке өмір айта ғой, жеке емес өмірін деймін. Біреудің өмірін айтып берсеші анда. Саматтың ағасының өмірін айтып берсеші. Телевизор қалай көріп отырсың? Жоқ, енді мақұл жекеміз, өзің отбасың жайлы, анау өзің отбасың емес, ата-анаң жайлы, қандай отбасыдан шыққансың? Ладно, қай жерден тұрасың ба, квартирада тұрасың ба? Жердамда, Оралда. Ата-анам Оралда. Ата-анаммен бірге тұрасың ба? Өнерге қатысы бар, қатысы жоқ? Ата-анам өнерге қатысы жоқ. В общем, былай болған ғой, мен үйде 4-ші, ең кенжесімін. Үйдің кенжесімін, ең үлкен ағам бар, 85-ші жылғы. Одан кейін 2 әпкем бар, апам дейді біздің жақта. 2 әпкем, сосын мен кішісімін. Әкем дейтін 30 жыл қой баққан, үкіметтің. Жаңа совхоздың малын баққан. Қойшы болған, мамам сол қойшының әйелі болған. Әлі күнге шейін Аллаға шүкір екеуі де тірі. Қазіргі таңда әкем де анам да пенсияда, Орал қаласында тұрады. Мен өзім Астана қаласында тұрамын. 2 әпкем тұрмыста, ағам Оралда тұрады. Мамамен бірге ма? Жоқ, ол кісі бөлек тұрады. Мама папамен кім тұрып отыр? Мама папамен әже тұрып отыр. Әже? Әже үйдің кенжесі болып тұр ғой? Иә, әже қазір үйдің кенжесі. Сол кісімен тұрып отыр. Бірақ енді біздер көп барып тұрамыз ғой, өйткені ағам да сол Оралда тұрғаннан кейін, в основном негізі үйде ғой ағам. Қолда дейсің ғой. Ағам үйде негізі былай бөлек тұрады деген аты болмаса, в основном сол. Сөйтіп Алматы қаласында тұрдым. Қазір Астанаға көштім. Көбісі ойлайды, мен ақастар біздің балалар прикол ұстайды, короче, жер сілкінгеннен кейін Астанаға қашып кетті деп ше. Бағана сен алдыңдағы бала сөйтіп сондай болған ғой? Жоқ, мойындап тұр. Жоқ, мен олай болған жоқ менде. Бірақ балдар сөйтіп прикол ұстайды сосын, ладно деймін, брат, кіммен сөз салыстырасың қазір. Жақсы, ештеңе етпес деп ше. Жоқ, әйелін айтты ғой, конкретно ше, әйелін айтты көшейік деп. Жоқ, әйелім айтты. Ол конкретно солай ғой. Себебін айтайын ба? Айта бер. Мықты айтасың, айта бер. Мен кенжем 4-ші балам бар ғой. Сол кішкентай бір шамалы науқастанып қалды да. Сол үшін оған, короче, нені климатты ауыстыру керек болды. Алла шипасын берсін. Алматының климаты бармайды деді. Сосын басқа жаққа көшу керек деді. Теңіздің жағасына көшу керек деді. Я болмаса, жаңағыдай Астанаға көшу керек деді. Теңіздің жағасы дегеннен бізде ұят бар ғой, көп қой. Теңіздің жағасы Ақтау ғой. Мен әйелім Ақтаудікі. Ойлашы, мен Ақтауға көшіп бармаймын ғой енді. Барса не болады? Подковочник бәрін жүріп жүрсін нормально. Өзінің өмір жайлы айтып отыр, жоқ, өз бағанан бері сөйтіп отыр. Әйел жайлы болса, қарашы қор, жөн. Әйел деген жақсы ғой, әйел тыңдап тұру керек анда. Жоқ, жақсы, ешқандай проблема жоқ жаңа. Бірақ енді бір жағынан сен жайлап бүйтіп Алматыдан бүйтіп Астанаға келдің. Сен түбі баратын біліп тұрсың ғой Ақтауға, иә? Жоқ, Оралға барамын ғой берсем. Жоқ, Ақтауға барасың сен. Теңіз керек десе барасың Ақтауға. Иә, конечно. Соған байланысты теңіз керек десе Турцияға ұшатын шығармыз енді брат. Солмайды екен. Жоқ, 3 күннен кейін қайтып Ақтауға келеді ғой. Турцияда бір апта демалып келді ба? Жоқ, теңіз керек деп пока айтқан жоқ. Астананың енді Аллаға шүкір Астанаға келгеннен кейін жақсы әсерін берді, оң әсерін берді содан кейін. Әйтпесе негізі мен өзіме жалпы Алматыда тұрған ұнайды. Өйткені Алматыда 24 сағат ұйықтамайды, Алматы өздеріңіз білесіздер ғой, Алматыда ше. Негізі съемкында түнде түсіріле береді, түнгі 3-те 2-де студияларында ашық тұрады. Астана қаласында көп ондай студиялар жоқ қой, шектеулі де жаңағыдай. Жұмыс жасайын десең де ар жақта бүкіл өнердің барлығы негізі көбі Алматыда шоғырланған ғой. Қазір Астанаға енді жайлап келіп басталып отыр ғой жақсы нәрселер. Бірақ Астанаға келгенде де Астана өзіме баяғыдан біздер осы жайдарманның кезінде Астанада тұрдық. Астанада 3-4 жыл тұрып, оған дейін де карантинге дейін Астанада тұрдым, карантинде Оралда тұрдым да. Сосын Алматыға көштім, бірақ қайтып Астанаға келдім. Маған Астана андай немес. Жат қала сияқты болып көрінбейді. Өзіміз осы жақта өскеннен кейін Астана ұнайды өзіме. Қай слушать еттің? Мен Алматыда слушать еттім. Атарда ма? Жоқ. Неде? Первомайский пруды да. Конкретно пол жудың ғой? Жоқ. Ондай айтпашы, родной. Ашық айтамыз дедік қой конкретно. Жудың ғой, родной. Жоқ, тыңдасаңшы. 78 460 жайлап алып келеді ғой өзге пол жууға. Бірінші айнадан бастаған жер қақтан білесің. Әуе қорғаныс күштері дейтін. Әуе қорғаныс күштері. 2009. Жоқта пол жоқ шығар, аспанда жүрген шығар әуе деген. Самолетте пол жумайсың. Иә, дұрыс айтасың. Кешірім сұраймын, родной. Не жудың? Потолок жудың ба? Бұлттар жудың десе вообще не. Самолет жудың ба? Самолет жудың ба хотя бы? Жоқ, брат, армияда пол жудың ғой мен. Жуасың ғой. Дежурный болғанда жуасың ғой. Жуасың ғой, родной, иә. Андай еткізіп жуған жоқпын мен, андай таяқ жеп, сен пол жуу деген емес. Сен анау неде бір жылдықта бардың ғой сен, иә? Иә, бір жылдық қой, 2009-2010 жылы. Біз 2 жылдықта болды да просто.
Қырғақта болмас. Жаным, өзінде. Атарды жарадан. Қай жылдары? Май 03. Алмайды ғой елдерді қылмаса ше. Армияға рейнджер сияқты кәдімгі. Май 03 деп рейнджер отыр маған ше. Қатты қорлық көрген сияқтысыз. Поварда істеген, повар болып істеген ғой армияда. Повар болдым ғой. 2 жыл. Фартук киіп повар болған. Жоқ, 1,5 жылдан кейін мені жіберді ғой. Иә. Дохуя горчика сып кетті. Қап-қапымен жейін. Ұрлап кеткенсің ба? Құдай сақтасын, мен случай еткен емеспін. Өздеріңіз көріп отырсыздар, екі сақалды адамның әңгімесі. Біреу рабочий, біреу не рабочий десең. Рабочий ма сен? Ой, қайсы. Альхамдулилля. Жақсы, келесі сұрақ. Аха, өте мықты. Пол жуды ма жуған жоқ болса не болып кетті? Жайлап жудым деді ғой енді. жудым, Ол молодец, дежурный болғанда ғана молодец. жудым деді. Молодец, А молодец. кейбіреулер мойындамайды, Боря, иә? Иә, конечно, родной. Сценарий Мади жазады сендерде. Сценарий бәрі автор сияқты жазады. менің ойымша. Бәрі жазсыңдар ма? Бәріміз жазамыз. Негізі Выход финалдерді жазатындарын Мади мен көрініп тұр. Азамат таңдайды. Выход финалдерді. кім тыңдайды? Азамат пен Мади. Азамат негізі капитан, иә? Иә, капитан Азамат. Анау бой кішкентай бар ғой? Асылуымбек қой. Оны әзілдеп бөлек. Бөлек анау да келетін ба? парфюмға көрдің ба? Не видео түсіріп та иә. ебай. Соны жіберді ғой маған. Өлдім мен бар ғой. Әлемі бөлек қой. Сосын бар ғой, мен айтар едім осы Ішін бүйтіп қоя ма? Иә. Ебай. мықты пародист қой бар ғой. Мықты пародист Бәрін алса. сала ма? Ой, бәрін салып береді ғой. Сол мысалы үшеуміз отырсақ, қазір подкаст біткеннен кейін Боряны салып берсесің салып береді ғой, брат. Қош. Один в один салып береді еще. Ол сондай шуткалар жақсы көреді, андай өзі текстқа жоқ қой. Мимикамен, немен сондай шуткаларды ұнайды өзіне андай. Охотник ең бүйтіп тұр ғой, мынандай шутканы хабарлашы дейді маған. Охотник дейді, бұғыны атайын деп жатыр дейді. Ана охотник мылтықты атқан кездегі өлуіне 2 секунд қалған бұғының түрі дейтінді хабарлашы дейді соны. Соны хабарласаң аузына жапырақ салып алады деп риск қарап қойды бүйтіп камераға ша. Сол өзіне өтейді оның. Маған Сондай да қияли. Қияли сондай шуткалар ше. Басқаша шуткалар жақсы көреді. бір өсектерден ба? Өсек бар, қалай оны айтуға болады? Бір сұрақ қоя салайыншы, родной. Жахан сендерді неге алып келген? Өнерге алып келген, рас па? Иә. Ол постоянно айтып жүретін. Иә. Сендер кәдімгі базарда сауда жасап жүрген жерінен ұстап алған ба, не істеген? Жоқ. Примерно сөйтіп естігем, Жахан. Ақболат екеуміз дейтін вообще мектеп лигасында мен, Ақболат, Марс үшеуміз команда класстаспыз ғой. Бір класста оқығанбыз кәдімгі. Кім? Ақболат, мен, Марс үшеуміз. Сосын мектепте Манчук Сарбаздар дейтін лигада ойнап жүреміз. Манчук Сарбаздар, Манчук атындағы мектеп, иә? Иә, Манчук Мамедов атындағы тәуелсіздіктің 10 жылдығына салынған жаңа мектеп, номер 30 мектеп. Сонда ойнап жүргеннен кейін сосын мектеп бітіреміз. Сосын жаңағы қаладағы лигаларда ойнап жүреміз де, содан бір ойыннан көріп қалады ғой Жахан мен Тілекжан. Сосын Жахан келеді де, сен екеуіңнің нелерің ұнайды, кеттік жүріңдер, біз гастрольге кетіп жатырық дейді. Джейкобпен ба? Жоқ, екеуі. Екеуі ғана? Иә. Сөйтеміз де, давай деп төртеуміз гастрольге шығып кетеміз. Оралдың бүкіл аудандарын, ауылдарын аралап ше. Содан дейтін. Ол екеуі Джей Клабта уже лицо болып алған. Иә, кәдімгі еще Жахан брат дейтін неде ойнаған, Аграр Сарбаздарында нормально. Тәкеңдермен ойнап еді. Иә. Ешкада бір ойнап. Екеуінде лицо жанып тұр енді. Сөйтіп ауылдарды аралап, содан дейтін сол ауылдың, ауданның сахнасына шығып, үлкен сахнаға келуімізге бірден бір себепкер болды Ақболат екеуміз. Ол айтып жүреді постоянно. Ол конкретно брат. Иә. Ол айтып жүреді постоянно. Осы балаларды өзім тартып едім, ары бер. Иә. Жахан, мен Джейкобқа барған кезде Жахан лицо еді ғой кезде. Жаман лицо еді Жахан. Мен бірақ Маратты көру үшін барғам. Сөйтіп Жахан маған паспортын сыйлаған, телефоншы. Того жақсы көрдім Жаханшы. Маған да соғандай сезеді екен адамшы. Сөйтіп тұрады да маған Арман інім красавчик дейді, ана қолында паспортын берді. Ол кезде телефон деген жоқ менде. Ана паспортпен таразға келіп. Ол кезде ол 74 мың айлық алатын. Жахан ба? Джей Клабта. 2006 ма 7 ма? Анда-сандадан бөлек алатын. Анда-сандадан передача. Джей Клабтан бөлек алатын. Ол нормально ақша істейтін ол кезде. Сөйтіп барып, ол мені ең бірінші рет, мен де бардым ғой. Мен прикинь, қанша Джей Клабта жүріп, айлық алмағым ғой вообще, прикинь. Ең соңында Есенаға көріп. Картошка көрген ғой. РНН сик дегенді алып кел дейді ғой. Мен сен жұмысқа тығам дейді да. Сол КТК-ға тығады. Сөйтеді болды, короче, 74 мың айлық аласың. Да, 74 мың айлық алам. 2007-те ма? 6 ма? 2007-те, 2007-те. Ол кезде 34-ін колледжге төлейтін. Жылдық, прикинь. И сонымен, короче, Жахан, короче, үйде жатамыз. Сөйтті ең бірінші етін мен неге апарады ғой? Рекетирға, прикинь.
сол кезде шыққан екен. 2007-те ғой. Ерекетер аппарат. И бір қыз бар едің ғой, кішкентай. Соны алған, короче. Сөйтті, мен брачка айтам. Мен ауылдан келген сияқты күтіп жүр ол, короче. Мен қағанатқа апарады, короче. Кино көреміз, ар бер. Бірақ ол андай етін, жаяу жүре беретін, Алматыдаш. Міне, анау кварталдан ең көдек қояды да, жүре береді. Натура несінен ілес алмайтын болғаншы. Тез жүреді, короче. Босай деп қояды да, күтіп тұрады да, короче. Қайтып, короче. Жаяу, біраз жерге дейін, короче. Неге таксиге мінбейтін, сонда жігітетін. Сөйтіп Барахолқа дейін барғанбыз ғой, ауылына, короче, андай пила, мила бар ғой. Сондай жіберіп, ата-анасына қатты көмектесетін ол бала. Красавчик етін сол кезде. Сол бір ай істедім. Сол кезде дейді. Сол кезде. Жоқ, қазір де. Әлі күнге дейін тартады ғой, красавчик. Бір ай істедім. Шешін, КТК-ны жауып тастады ғой. Мен айлық алатын кезде. Алған жоқсың ба сол кей? Қақтың, шешін. Сен J-Club'та тоже братан, сен кәдімгі тақадың ғой дұрысынан. Ой, біз талай ойнадық қой. Бірақ мен айлық алмайтын. Ол кезде сен кішкентай баладыңсың ғой. Кішкентай баладыңсың. 17-тен баш. Айлық алмайтын бірақ мен. Мен в общем, мен барғым келіп жүретін, Руся мен Боря баратын ол кезде. Мен бұларға айтуға ұялатын ба, білмеймін. Или бір-екі рет айттым, бұлар апармай қойды ма меніңше. Жоқ, Есен аға ғой өрде. Біз Саятты, короче, үшеуміз барғанбыз ғой, негізі. Саятты, короче, капитанымыз ғой біздің. Сосын приват етіп жүреді Есен аға. Екеуін ақ келіндер, түсіндіңдер ма деп. Жетісайда ма, Кентауда бір ойын, армандап жүрдім J-Club'қа. Бірақ ана лицо болу емес ол кезде, білмейсің да ғой, телевизордан шығу. Просто арманым етін, балаларды көретін да. Сөйтіп Жетісайда ма, Кентауда бір ойын болды, 2006-та ма, 7-те ма. Ойын біткеннен сыртқа шықсам, за кулисім Есен аға тұрады да. Арман J-Club'қа түскің келе ма деген кезде, прикинь, үстіме бір суық су құйғандай болды ғой. Денем түршік кетеді ғой. Я Есен аға дедім ғой. А мен ойым, еще бірінші арманым Марат Достаевты көру. Өйткені мен кумирім етін Марат. Ертең, битті осындай күні келесің, осындай адресті берем, келесіңді, балалар бәрі соқты болады, Руся мен Боря мен келесіңді, бір нәрсе деді, сен барам, Руся мен Боря мен барған жоқпын, өзім барам. Сен өзім келдің. Есікті тақылдатам, кітканың қасынан кеше квартирашы көргісізген. 4-ші этажда, короче, 2 комнаталы квартирада 8 бала жатады. Тақылдатсам, Есен аға есікті ашады. А мен арман Марат Достаевты көру ғой. Датаво, Алла менің арманым орындап тұр, бүйтеді ғой Есен аға. Бар Мараттың қасына барып ұйықтай бер дейді ғой. Ё-майо, барсам Марат ұйықтап жатыр. Мен ұйқым келіп барған, вообще ұйықтаған жоқпын ғой Датаво аналардың қасында. Датаво андай сезімді айта алмаймын. Бірінші сезім ғой енді сондай, кішкентай баламыз ол кезде. Балаларға звондағым келіп тұр ғой, прикинь, Мараттың қасында ұйықтап жатырмын. О, ничего, Мараттар бәрі тұрды. Айбекті көрдім, Шапағатты көрдім, Жаханды көрдім. Көзім шокта ғой, Айбек тамақ әкеп жүр. Мен төрге отырғызбайды бірінші күндері енді жас бала деп сыйла жіберді. Бір-ақ күн сыйлады. Одан кейін картошка ашытып қой шешең. Сол жерде жүріп, бәрі шокта жүрмін ғой, дайыларға звондаймын ғой. Сол кезде Жахан келеді де паспортын сыйлаған кезде бар ғой, Боря. Болды ғой, мен дома болдым ғой. Жахан красавчик негізі. Кім сияқты ғой? Қабдол сияқты ғой, Жахан братты көру үшін жұмаға бардым дейтін же. Жаханды көру үшін бардым дейді сонда жұмаға. Жұмаға Оралға келеді ғой. Ол кезде Жахан браттар дейтін кәдімгі вообще J-Club деген. Өзін ойлашы қара, бір квартирада Жахан, ана Ақтілек бет, Тілекжан ғой? Тілекжан. Содан кейін бар Марат, Шапағат, Айбек, Арслан. Сосын Мади бар Аясада, Сары. Мади андасында келеді. Мен барған жүрген едім сол. Прикинь, неудержимый. есік алда қыздар деген не по теме тұра беретіндер көп етін ғой, короче. Қыздар деген көп еді ғой олардың. Ебать. Легенда болды, Шапағат, Айбек, Жахан үшеуіне көп келетін ғой. Мен есімде айтыр, Жахан лицо сияқты етін енді. Әп-әдемі красавчик шашын бит жағылдап, күлген кезде бүйтіп қалған. Мен еще әлі есімде фоныма суретке қойып қоятын ғой Жахан екеумізді. Нандай клет немен. 62-33 деген екеуміз бүйтіп тұратын бүйтіп сылағанбыз. Әлі есімде ғой. Сосын 2008-де Нарын жігіттерін көңіл жігіттері болып чемпион ұтып алған кезде вообще дома болған мен. Мен ойладым Жахандар алды деп. Сөйтсем жүриді, көңіл жігіттер дейді ғой. Шокпын ғой мен, түсім бар. Ол кезде падел ұтып кеттіңдер сендер. Ол кезде кәдімгідей шайқас ойын болды ол кезде. Ол кезде республика сарай 5000 адам ба сондай ғой. Ол кезде көбетін кейін ремонтта бар, аз болды, 5000 емес, 3000, 3,5 шығар сондай. Именно J-Clubпен сонымен орысша ойнағанымызды айтып беріп едім саған. Мен де ойнадық, бірге ойнадық қой. Жоқ, сен бауырсақтармен бардың ол кезде. Біз, короче, J-Clubпен Есен аға орысша лига атқады, короче. Иә, сөйтемізден аясанан ғырың дейтін бар ғой. Сүндет той, соның бәрін тығамыз ғой, прикинь. Сонымен, короче, визитканы айырып тастаймыз, короче, вышка барлығын. Орысша лигада сөйтемізді, короче, разминка дейді ғой.
разминкада білесің ба ана Женя деген ше қайратты орыс жігіт жаңа қайраттының несін бауыржан исламға деп ақылет қызады ғой бүйтіп. Иә. Женя кім еді аты? Женя Мен білемін командасын атын білемін еще. Ташымбетов. Долбан. Орыстар шоуда ма? Проспект молодости ойнайтын. Білемін мен біліп тұрмын оны. Прикинь, біреу залда мынандай сұрақ қояды ғой. Как можно отличить чимкентского от алматинца дейді ғой, короче. И сөйтеді анау, ебать. Не, спортивкамен туфли киіп алған, ол чимкентский дейді. Бар, прикинь. Кім айтады, сол айта ма? Аха. Шалбардың носкиді бүйтіп заправлять етіп алатын, чимкентский бар, короче. Андай мамбетский нәрсенің бәрін айтады, и чимкентский деп қоса салды аяғы жағындашы. Болды ғой, зал бүктелі латыр соған, прикинь. Сөйтеді ана. Мен айтамын, что там чимкентскийлер рывать етіндер енді деймін ғой, кімдергеш. Олар бір нәрсе айтықсы келеді. Марат бір нәрсе айтықсы келеді. Өтпейді халыққа болды, короче, өтпей қалды. Малғытты да, ну, короче, Женя. Былай қарай шықтық, звоноктар кетіп жатыр оны. Залданшы. Есін деп, бля, нахуй, ұялмайсың, намыстарың жоқ па, ар бер. Сонымен шешін. Женяны тартады да бірінші Маратпен баспен ұрады ғой, дыңқ. Мәкең ба? Иә. Тонын. Сонымен Рамс басталды ғой, шеше. Ойын қалды. Ойын жайында шеше. Болватыр бірақ, Ой, болватыр ғой, Дамашқа несі көріп біз ғой. Сыртқа қарай ашып кеткен. Төбелесі ана жақтан уже залдағылар, чимкентскийлер кеп. Артында қарасам, Женя қашып баратыр, короче. Это Шымкентский деп қашып баратыр ма? Ой, қашып кетті кәдімгідей. И прикинь. Иснаға звондайды, короче. Заявление жазайын деп жатыр, ар берді. Қайтыңдар дейді. Қайда жүреді, короче, үйлерімізге бәріміз. Мен вообще таразға кетіп қалдым, короче. Сөйтіп барып 3 күннен кейін Бегақ жүретін ғой 1-2 жылда. Сол ғой. 3 күннен кейін ба звондады ғой, короче, эфирден бәрін алып. Сол кезде армияға кетіп қалып картошка. Сосын ба армия? Не армия? Картошканың бағасы 54 теңге еді өзі. Сосын шықпай қалдың эфирға. Шықпай қалған не? Орысша вообще ойнаған жоқпыз ғой одан кейін. Бір рет ойнадық қой бәрін бауырсақтар болып. Ол кезде мал болдық қой. Эфирін алып тастаған ғой, прикинь, 6 команда ма? Біз жоқпыз ғой, именно. На шатыр дейтін кезде ғой. Орысша, мен объявлятчик болып, глазокты түсіндірамай кеткенсің ғой халыққа. Көрейік глазок деп кетіп қалғансың ғой, ё-ма, сол кезде біз эфирін алып тастадық. Қай жылы? 8-де ма? Бас лигада ма? Жоқ, бас лигада ол кезде бір орысша лига бар. Короче, мынандай ғой, біздің балалар, командадағы балалар, орысша сөйлейтін балалар ғой, по идее. Орысша сөйлейді туда-сюда. Содан кейін барып, үйінде де орысша сөйлейтін балалар. КВН-ге шығып еді орысша. Орысша білмей қалды албайыптар. Орысша істемей тұр ма? Істемей қалды ана мық деп мына. Сен сол кезде Бақытқали мақтап еді ғой, орысша сөйлей алмайтын. Арман сөйлеп жүрсің. Не болды сендерге? Прикинь, орысша сөйлей алмай қалады ғой анда. Енді кішкене сасқақтап қалады сахнаға шығып. Сол кезден ғой айтпесе. Өйткені не үшін ондай болды білесің ба? Жайдарманда келесің, бұл кезде КВН ғой, қазақша КВН дейтінбіз. Гррр дейді ма? Короче, ол кезде халық таниды үшін басында приветствие етеді, сөйтіп бір шутка айтсаң гррр кіреді, содан кішкене духтар көтеріледі ғой. Мына жақта басынан бастап зал бүйтіп отты ғой. Танымайды ғой, сонымен жанды ғой балалар, короче. Орысша сөйлейтін балалар орысша сөйлей алмай қалды ғой, короче. Бір айтқанда істемей тұр деген мегер тек қой. Шыққанда сахнаға. Орысша істемей. Шығып поклон беріп кетіп қалса тек. Мен хотя бы солай істеу керек еді. Сіз затравщик болдыңыз? Жоқ, мен затравщик и арасында жоқ, бұл айтты, бір екеуін объявлять етеші деп өзі авалды, сұр авалды. Ең қатты сөйлейтін мен болған ғой, сол кезде десең. Жоқ, мен 1-2 рет сөйледім де, кейін арасында добивкада айттым негізі. Братан, мен сені сұрайыншы, айтпақшы, ана анекдот дейтін неге шықпай қалды? Машинаның ішінде отырады. Анекдот айтып берейін ба саған? Жоқ, жалпы. Мен уақыттан андай болды. Родной мынандай болды ол кезде. Мен қатты неге беріліп кеттім ғой. Сөйттім да, короче, анай анекдоттарға түскім келмей қалды. Сөйтіп балалармен андай уже басталды. Неге түспейсің дегендейші. Жылан жоқ дегенде, сонымен, короче, аккаунтты бердім да, кеттім ғой болды. Бірақ түсіріп жатыр ғой браттар да өздері? Жоқ, қазір түсіріп жатқан жоқ па? Анау кімде кетіп қалды, Руслан да кетіп қалды, баги ғана жүргізіп жатыр ол аккаунтты. Анекдот түсірмейді? Анекдот түсірмейді, аха. Руся өзінің анекдоттар салып жүр. Бүгін бір анекдот салып едім, халық жеп қоя заттан сонымен қайтып өшіп тастадым. Қандай анекдот салып? Көп боқтап жүріппін ана жақта. Мен просто ол кезде өзім чисто балаларыма бүйтіп ашын өзіміз отырамыз да, айтамыз ғой. Айтып бер қысқа нұсқа. Серьезно айтып берейін ба? Боқтамай айтып берсеңші. Боқтамай айтып беремін, конечно. Боқтап маған аузым күйген жоқ па? Короче, ал тыңдап онда. Тыңдап жатсың ба?
жылқы мен ешек кездескен ғой. Осы мен 4-ші рет айтып жатыр осы студияда айтады. Жылқы мен ешек кездескен ғой. Қызық негізі. Сөйтіп барып жылқы айтқан ғой, ешек, давай араласайық. Не болса да тұяқтаспыз ғой екеуміз деген ғой, примерно. Тұяқтаспыз, араласайық деген ғой. Сөйтіп барып, ешек айтқан, араласайық деген ғой. Ода тұған, ешнәрсе жоқ қой деп. Суббота күні үйге кел деген ғой жылқы. Сөйтіп барып, қонақ қылып күтіп жүрейін деген ғой. Сөйтіп барып, ешек үйіне барған ғой, жылқының үйіне барса, короче. Мынандай стенасында медальдар толып тұр дейді да. Сұраған ғой, мынау не медальдар? Бұл мен тай кезімде бәйгеден отқан медаль. Мынау құнан кезімде отқам, мынау аламан кезімде отқам. Короче, достижением көп етін деген ғой. Машина отқам, аяғым газ сынып, адамдар менің, короче, бағаламай қалды деген ғой. Деген ғой. Şimdi meni обраткаға шақыру керек қой. Анау ешақшы. Айтқан ғой, келесі апта мен үйіме кел деген ғой. Сөйткенде мақтанатын түгі жоқ. Ешақ қой өтін. Мақтанатын түгі жоқ. Сөйткенде зоопаркке барып, зебралармен суретке түсіп алған ғой. Зебралармен суретке түсіп алған. Сөйткенде келген қонақ. Сөйтіп барып, дәуқы біліп қалған ғой. Зебралармен түскен суретін. Жылқы сұраған ғой, мынау не сурет деген ғой. Кезінде Ювентусқа ойнағам деп айтады. Давидкасы вообще күткен жоқпын. Сол елдің бәрі естіп келіп жатыр ғой. Ана кеше кіммен отырамыз ғой, Ернар ғой, Ернар Сакуп ше. Сол айтады бірген дагестанский анекдот айтып берейін бе дейді. Білесіз бе? Уже қызық. Естіген жастым ғой. Сол жақта сол жатады екен, общем, дагестанский анекдоттар сондай екен. Короче, бір жігіт алтын балық ұстап алған дейді. Сосын алтын балық айтқан ғой, 3 желаниеңізді айтыңыз деп. Анау айтты, біріншісі маған көк семерка Жигули деген, короче. Дагестанец па? Иә. Шо давай дегенде берген. Екінші тілегіңізді айтыңыз деген. Көк семерка Жигули деген ғой, тағы да біреуін. Ладно дегенде екіншісін берген. Үшіншісі деген ғой. Көк семерка Жигули деген ғой. Бітті 3 тілегі, сосын айтқан ғой, сен есің дұрыс па, не 3 семерканы алып алдың деп ше. Мына үшеуін сатып бір приор алмайын ба деп. Еще бордовый ма? Баклажан сияқты. Баклажан. Сол жақта өздерінің внутрактар екен прикинь. Бірақ маған өтті сол. Негізі мынандай анекдот құрастыруға болады екен. Айтшы екен. Құрастырып па? Жаңа өзіңіз құрастырып алғаныңыз бар екен. Жоқ, негізі оның Добивкасы Ньюкасл етін бұл Ювентусқа ауыстырып тұр ғой. Жоқ ой. Короче дейді, одан шығаратыр. Борец итпен боксер ит, короче. Төбелесіп қалған ғой. Білесің ба, иә? Бар анекдот па не? Жоқ, қазір құрастырып жатыр. Боксер ит кәдімгі. Борец ит, короче. Төбелесіп қалған ғой, короче. Ана боксер ит, короче. Жақындатпайды, тақ. Ана таяқ жеп жатыр дейді, борец ит. Тақ, қайт удар алады дейді, боксер ит. Тақ деп, короче, ұрып жатыр дейді, ана борец ит. Борец уже бетін бәрі қамып кеткен ғой, короче. Сөйткенде последний момент проход өткен ғой, проход өткенде боксер ит қадапсаң ғой, баспен панк еткізіп. И боксер ит не деген білесің ба? Сөз Давидка күтіп отыр ғой. Бірдеңе дейтін шығар деп отырмын ғой. Жоқ, сразу қынсылап кеткен ғой. Борец қой. Өлтіретін болдың сен. Қазақстанда бар ғой, Бауыржан Тұрабаев болды ғой енді анекдот. Содан кейін осы кісі сияқты бар ғой, анекдоттар дейді. Бауыржан Тұрабаевтың анекдот өтеді. Білесің ба? Қайсы? Үйіне, короче, мас болып келген ғой. Бір жігіт па? Бір жігіт үйіне әйелі шыққан, короче. Бастықтармен отырдым, бастықтар, короче, жіберген жоқ, ішкі жіберді, деген ғой, короче, кіріп жүрген. Екінші күн мас болып келді. Не болса, сол жақтармен кездесіп қалдым, соны сол жақтармен ят болды, іштін, сөйтіп барып, короче, осындай, кіріп жүрген, короче. Үшінші күні, короче, класстастармен кездесіп қалдым, сонымен, короче, класстар жүрмей қойды, ят болды, іштін, деген, кіріп кеткен, короче. Төртінші күні, мас болып тұр дейді, әйелі ешнәрсе демейді, бетіне қарап тұрып. Енді бірнәрсе ойлап тұрса іште Күйеуім. Мен сондай ғой. Соңғы анекдотты естимін ғой. Өлім өкіл бағанағы.
Турабаевтың анекдоттары мықты еді ғой. Онко вообще Мен өліп қалсам сізді кім қорғайды деген шығар телага. Қашып кеткен. Соны Я он еще MP3 мен тыңдаушы едік қой бүйтіп. Ой, отырып алып. 6 минуттық анекдоттар ше. Мощный еді ғой. Анау ше Қытайда нені жеп қоя береді екен ғой дейді ғой, жәндіктерді бірдеңелер жеп қоя береді екен ғой жақта дейді. Жақында бір тасбақа границадан өтіп уф депті ғой дейтін анекдот ше. Сондай еді ғой кісінің. Мощный еді ғой. Ғазиздің барлық әңгімелерін тыңдап отырық қой енді. Енді біздің подкасттың бір ерекшелігі бар. Бір подкастқа барсаң, тек қызықты оқиға сұрайды. Бір подкастқа барсаң, қорқынышты оқиға. Бізде екеуін де сұрайды. Ерекшелігі ойланып таптық соны екеуін де сұрайды. Енді өз басынан өткен бір қызықты оқиға мен бір қорқынышты оқиғаны айту керексің. Или бұл екеуін жауып кететін болсаң, ұялған, короче, нанет ұялған бір оқығанды айту керексің. Онда үшеу айту керек қой. ұят болды А егер де ол ұят болған неміз әңгімеңіз бізге онша емес болса, ұят емес қой мынау дейтін болса, ана екеуін жалғастырасың. По-любому ұят емес болады. Айта. қорқынышты дейсің бе? Бастан өткен. Иә, өзің Орияның бастан өткен неше түрлі қорқынышты оқиғалары бар. Сен ананы айтпайсың ба не? Қайсыны? Грузияда машинаны алып келе жатқан кезде қол тұратын. Талпан маған аны айттың. Айтып қойды оны. Қандай бар? Короче, Оралда біз Ақсай дейтін қала бар ғой, сен білесің ғой, гастрольмен Білем, көрдің ғой. Оралдан бір 130 километр жерде. Сол трассаның ортасында, короче, аңыз әңгіме бар. Бүткіл жақта бар ғой трассада. Біреу шығады, бірдеңе дейтін. Соны әңгіме естігенбіз. Ойда ештеңе жоқ, Ақсайға тойға барамыз. Той бітті, қайтып келе жатқан кезде таңғы сағат 3 па 4 па қасымда Нұрхат дейтін дос балам бар. Сол нағашының машинасын сұрап алғанбыз ғой. Джетта дейтін машина. Бір фарды шомбайды бүйтіп келе жатыр ғой, өйстіп жатыр трассада дейді. Ауаля деп келе жатырамыз. Бір жаңбыр жауып тұрған сияқты болды, әңгіме соғып келе жатыр, ұйқы келіп келе жатыр. Бір, короче, бір аяғы ауыр келіншек толықтау келген. Сіз сияқты братан. Бля, мынау тиісіп жатыр ғой маған. Енді өзін әйелін ойлайды. Естіп, короче, сондай шашы бұйра сары шашты, в общем. Бірақ үстіне ақ не киіп алғанда андай. Не дейді? Ночнушка дей ма андай, короче. Екі қабат еще, Иә. Ботимен тұр, ботимен. Сосын мен әңгімені осылай әңгіме етіп баттық, бүйтіп қарадым да, біреу тұр ма дедім, сосын біреу тұрған сияқты, тек қуама жамыр болып тұрған, не істеп тұр дедім. Не, соны білмеймін деді, сосын нема дегенше уже бір 500 метрдей өтіп кетті уже. Анау бір көмек бірдеңе керек болып тұрған шығар, тоқтатып тұрып кеттік, айналайық деді, в общем. Давай деп бүйтіп машинаны разворот жасадық та. Өзі бір фар ғой еще. Дальний жағы бетік анау дейтін келді ғой братан бүйтіп. Кеп қалды бар ғой. Мен сөйлемей қалдым, даусым не істемей тұр, аузыма сөз келмей тұр. Нұрхат дейтін дос балама. Тек Нұрхат қате деп айтып үлгердім ғой, болды. Қате, анау деген джеттің гранатасы шыққанша бұрды ғой машинаны ше. Бордық та тіке ұрдық қой сонымен ше. Ұйқы шайдай ашылып бір екі күн ұйықтай алмай күшті болып жүрдік. Сол мен үшін қорқынышты әңгіме өзіме. Шынымен өмірде өзім көрдім. Біреуден естіген әңгімені просто бүйтіп ойлайтын едік. Ол дейтін бүткіл жақта бар ғой анау. Мамасы звондайды, екінші күні таксистқа мен қызым ештеңе етпейді деп кете береді деп ойлап жүрсек. Кино түсіріп Совет Қырғызстар сонар. Иә. Сол оказывается соны өмірде Долини дейтін ауылдың қасынан өзім көрдім. Өз көзім. Иә, өз көзіммен көрдім. Байқаған дейтін бұл жақта свободно сөйлей бересіздер де, сосын любой бересіздер де. Енді арасында бір боғауыздар кетіп қалса, ол не жоқ. Мына кісінің құрметіне. Пик тиіп жібермейсіз бе хотя? Пикми бар бізде. Десең. Қажет жоқ бізге. Бізде назар аударда мынандай келіскенбіз ғой. Кім боқтайды, кімнің аузынан боғауыз шығып кетеді, соның бәрі сушинянан ұшып жатыр. Ё-моё. Просто бір-бірін аңдып отырады сосын. По-любому бір әңгіменің арасында байқамай боқтап қалып, сен боқтадың, боқтаған жоқым, деп айтып үлгермейді, мына жерін көк күнбек қылып жібереді ғой. Сөйтіп сол ойынды ойнағанда бір ай квартира тұрдық қой біз Астанада. Бір айда кәдімгідей результат берді ғой. Былай балдардың арасынан шығып кетіп басқа ортада отырғанда да андай болады, бір боқтап қоймайыншы деп отырған ше, біреу ұратын сияқты болып, иә. Бір жағынан қызық екен негізі, бір жағынан күшті екен боғауыз қойып кетуге. Содан Борян бір қол істемей қалады десе, сосын назар аударды андай болды. Қызық па, қызық емес пе білмеймін. Біздер күйші дейін 24 дейтінде тұрдық. Баяғыда келіп жүрдіңдер ғой. Иә. Назар аудар, біздер осы жақта чемпион болғаннан кейін жұмыс жасап қалдық. Нұрболхан, бәріміз бірге тұрдық біздер. Қуырдақ түсіретін кезде ма? Оның алдында көліктермен гастрольге шығып жүрдік қой. Сол кезде квартирада жатамыз. Сосын не істейміз дейміз де кешке қарай дегенде в общем енді сағат 5-терде тұрасың ғой ұйқыдан. Тұрып жуынып шайынып болып тамақ ішіп алған сағат 7 болады. 7-те бәріміз карта ойнауға отырамыз. Карта просто ойнамайсың, наказание. Короче, кім ұтылып қалады, сол адам
телефонның бәрін тапсырады сол жерге. Тапсырады да ең бірінші барып ұйықтап қалу керек, короче, ана жаққа барып. Ұтылған адам ба? Иә, ұтылған адам ұйықтап қалу керек барып. Жаңағы ұйқыдан ойлашы, өзің 5-те тұрып тұрсың ұйқыдан бар ғой. Ұйқың келмейді ғой, стенка қарап жатасың, короче. Телефонды алып қояды. Ана жақта жатасың. Сондай бір наказание бар. Екінші наказание киім киіп алып душқа түсу дейтін бар. Ваннаға түсесің, салқын ваннаға киіммен. Болмаса халатпен магазинге түсесің, қолыңа кубоктарды жинап аласың, толтырып ол дейді. Кубоктар болып бізде бар ғой. Толып жинайсың да, саламатсыз апа, мен дейтін осы жақсы ойнаған квейншікпін. Мына кубоктың бәрі менікі. Просто соны сіздерге айтып кетейін деп келдім. Қыста еще, иә? Қыста. Бәріміз сол қасында қарап отырамыз. Сосын дейтін тағы бір ұтылып қалған адам сол үлкен кубокты алады да, ванной халатпен шығады, үстінде киім бар ғой, сыртына ванной халат киіп жатып обязательно дворда ана футбол ойнайтын площадка болады ғой. Соны айналып жүгіреді, короче, кубокты айқайлап дворға. Отқан сияқты. Иә, қуан қазақ елі, балдарың чемпион болды деп айқайлап, дворды 3 рет айналады, короче. Сондай нелер болды да. Ең қызығы анау ғой, ұтылып қалған адам. Бәріміз ұйықтағаннан кейін соңында ұйықтайды. Еще таңертең тұрып бәрімізді завтрак қоятады, короче, костюм шалбармен смокинг киіп алып бәрімізді. Мырзам, тұрыңыз, таңғасыңыз дайын деп ше, бәрі завтрак қоятатын нәрселер болды да. Енді бір қызық әңгіме айтайын, братан. Маған өзіме қызық болды. Сіздерге білмеймін. Ақтауда той жүргізем. Бір кісілер тойға шақырады. Ана кісілер отбасымен бірге бізді назар аударды. Қатты жақсы көреді екен. Қатты үлкен емес, жастар. Сөйтеді, той бәрі бітеді. Той біткеннен кейін күшті болды енді. Сосын киім ауыстырайын деп жатсам, той иесі келіп тұр, жаңағы жігітте әйелде қатты жақсы көреді екен, назар аударды. Мен айтады да, сенің ойындарыңды қатты қараймыз. Саған бір өтініш болып тұр деп. Иә, брат, не болды десем, баламның тұсауын кесіп бересің бе дейді ғой. Саған ба? Иә. Тойдан кейін ба? Иә, тойдан кейін. Халық билеп жатыр. Болды. Жүр онда екінші этажға барай қояйық деп, мына жерге кеспей ақ қояйық екінші этажда. Жақсы деп екінші этажда отырмын. Келді жаңағы кісілер. Келді, сосын бір не жүргізіп жатырмын? Тілашармен 80 жас. Бір жас па? Сондай бірдеңе жүргізіп жатырмын. Сөйтсем, балаңыз қайда десем, міне дейді, қасында тұр жаңа тілашарын жүргізген бала. 9-дамын дейді. Соның тұсауын кесіп бересің бе дейді. Қомаш братан, тұсауы кесілген жоқ па не десем, жоқ, кесілді ғой, просто сен қатты жақсы көреміз, баланың тұсауын кесіп берші дейді ғой. Ақ жол бәрін ақ қойған еще бір екен, қайшы. Ма деп. Давай. Иә, 9-да баланы. Иә дедім, мен аяғына жіпті байладым да енді. Қадамы құтты болсын деп. Ең маған өткені, ана жерге кітап, домбыра, ақша, сосын машинаның кілтін қойып қойған ғой, прикинь. 9-дағы бала. Таңда дей ма? Иә, аяғын байлап жатсам, ана былай қолын қалтасына салып күтіп тұр кәдімгі ана жігіттер ғой, өйстіп. Байладым да алып кеттік, тәй-тәй дегенде, аяғын кескені болдың ба, брат деді. Иә, кестім деген, жайлап барды да, машина кілтін алып, спокойненше. 9-дағы бала ғой, біледі ғой, не таңдар екен десем, барды машина кілтін алып, сөйтіп өмірінде бірінші рет 9 жасар баланы соңғы кестім. Енді киініп жатсаң, біз сіз қатты жақсы көреміз. Балама келін боласың ба десем. Атау жақсы көріп тұрды енді сен. Иә, соны айтамын. Bir жағынан өзіме қызық болды, бір жағынан андай еткізіп құрметтегеніне риза болып қалдым. Кәдімгі негізі кесілді ғой дейді. Кішкентай бар, 1 жасында кесілді, бірақ просто сені жақсы көреміз. Орияда тұсау кескен негізі, көшектің баласы. Иә, кішкентай ғой. Қызық болсын деп бір әңгіме айтып берейін менде. Короче, бір братанның әңгімесі бұл, конкретно өзімдік емес, просто ол братан өтеді маған. Оны құдай қалса шақырасың ба деген ойдам. Ол кісі енді сөйлеген қызық ол кісінің негізі. Әйеліңді братан дейтін боласың ба? Жоқ, ол кісі натуре братан. Потом айтам кім екен. Короче, мынау оқиғадан кейін, осы әңгімеден кейін ол түсінеді кім екенін өзі. Короче, ауылында құрдастары 2-3 күн ішіп, короче, осында аязда жатып қалған ғой, короче. Жатып қалған да, короче. И примерно тобықтан кесіп салған ғой аяғын, прикинь. Үсіп кеткен ғой аяғы шына. Сонымен класстастарым бәрі, короче, жиналып, енді көңіл сұрауға барған ғой. Көңіл сұрайық туда-суда деп. Сонымен барған, короче, анау жатыр дейді, короче. Сонымен братан өзі сондай болмайтын жерде сөз айтып қалатын, короче. Сөйтіп бәрі енді ішпе енді бауырым. Онда болады, өмір ғой, туда-суда. Енді құдай қаласа нормально болып кетесің. Енді сынақ қой деген әңгімелер басу айтып жатқан ғой. Сөйтіп бетіне қарап тұрып, хуйня деп айтады дейді. Зато аяғын сасымайтын ал деп айтады дейді анаған. Просто маған қызық осындай әңгімелер тұсаукесерден көрші. Жоқ, енді ақыры қорқынышты әңгіме ма? Қорқынышты әңгіме ма? Қорқынышты ғой походу. Есіме түсіп кетті, мен айтпай ақ қояйын кім екен. Бір досымыз, ол өзі де біледі қазір кім екен.
в общем қуатын бала ғой негізі. Әзілдеген ба, әкесімен әкесінің досының анасының қайтыс болғанына барған ғой. 80 жас па, білмеймін. Мен білем олай мен. Қайтыс болған ғой 80 жасқа. Сөйтіп барған. Сонымен барғанда өзбектер біз жақта қайтыс болғанда күріш береді. Барлық жерде сондай шығар, күріш берген. Қайтыс болған кезде. Бір өзбек айуан қылып күріш жасаған ғой. Жындығып жасаған. Елдің бәрі күріш жеген, ана балада күрішті ұрған ғой, на лепешкамен кәдімгідей. Күн салқындау кез екен далада. Ұрғанды тойған ғой күрішке кәдімгі. Көңіл айтып үйге келгеннен кейін айтқан ғой папасына долбайып. Апа қайтыс болғанда осы өзбек жалдайықшы күрішті өлтіріп істейді екен. Мен білем кім екенін. Тағы да бір әңгіме айтайын ба? Тура осыны сияқты, короче. Біреудің қорқынышты әңгіме жатады ғой. Қорқынышты әңгіме, Құдай сақтасын. бір досын, короче, апасы қайтыс болған ғой. Сөйтіп құрдастар жиналғанда, кіріп шығайық деген ғой. Кіріп шығайық деген. Сөйтіп бір досы қызу екен, короче. Қызудан уж. Мынаны қалай апарамыз деген ғой. Нормальмысың? Бара берем, нормально. Тыныш отырамын ғой, сөйлемеймін ғой деген ғой, короче. Сөйтіп, короче, кіргенде бәріне көңіл сұраған, бәрі жылап не істегенде, сөйтіп барып мына пеш тамға отырғызып қойған ғой, бәрі отырған ғой. Оны қалқып кеткен ғой бүйтіп мына мас балаш. Сөйтіп адамдар келген кезде дауыс шығарады, "Уу" деп жылап жатса, "Беуде" деп. Тура болған ғой бір басынан ұрып шығарған. Атын айтпай отырдық қой. Өзің әңгімең неге естіп бізге? Мен емес. Серьезно. Айтсай боре. Мен сондай қадам құсайын ба не? Ұқсайтын шығарсың ба? Плов жеген адамға ұқсайды. Дұрыс па? Жоқ, мен емес ол родной. Сұрата серьезно сен бе? Пловты сен бе? Қуасым бар, ондай құсайын ба не? Ой, айтам, бұл емес. Қорқынышты әңгіме айтам деп едің ғой, родной. Әйелі ғой дейді. Қорқынышты әңгіме айтам деп едің ғой. Айтпашы. Айттың ғой бағана. Жоқ, енді қызықты оқиғасын айту керек қой. Давай қызықты. Қызықты оқиғасы жаңа ғой, братан, тұсау кесіп беттің ше. 9 жасар баланың тұсауын кескен қызық емес пе, братан? Онда мен қорқынышты әңгіме айтып берейін ба? Сен бұл тоқтамайды енді. Бұны тек қана пропорция күрішпен тоқтатасың. Жоқ, ол, короче, бір братан айтып берді, ол тоже. Мынандай болған ғой. Братан деп өзің ұра береді екенсің әңгімеңде, өз әңгімеңде. Мынандай болған ғой. Бір жын шығаратын, үш әріп шығаратын, короче. Бір братан бар. Братан бұны жас бала ол. Оны танисыңдар, ол походу ютубта да жүр, короче, балаш. Сол үш әріп шығарғаннан кейін мұсылман қылады екен да, айтады екен, осындай мешітке бар заброшенный депші. Сояқта, короче, деп. Сояққа жібереді екен постоянно. И сол мешітке ешкім бара алмайды дейді. Ана мешітке, заброшенный мешіт, кәдімгі жабық мешіт дейді да. Сөйтіп анау, короче, ойымнан кетпей қойды сол мешіт. Жоқ, кімге айтқан сол жаңа шығарған кісіге айтқан ба? Жоқ, көрген ғой, шығарғанын, жаңа сөйтіп бір қалада ғой енді бәрі. Сол көргенде сөйтіп осындай адрестегі мешітке барасың деп, анау үш әріппен сөйлескен ғой. Мен сен қазір шығарам, сен сояққа барасың. Сояқта, короче, мұсылмандар сол жерде деген ғой. Сөйтіп мұсылман дінін қабылдатып, үш әріпті, короче, сол мешітке жіберген ғой. Барып сояқта, короче, обедать ет деген ғой енді. Сөйтіп сол братан, короче, сол мешіт есінен шығып кетпей қойған, короче. Андай өзі қорқпайтын мужик, короче. Сөйтіп барып көрейші деген ғой. Ешкім бармайды дейді анау мешітке. Қорқады дейді. Бірақ бар ол мешіт, ол бар дейді, заброшенный мешіт, ойға ешкім бармайды дейді. Заброшенный мешіт. Бұрынғы мешіт қой, короче. Сөйтіп барғанына. Сөйткенде кірейін дегенде, короче, духы жетпеген ғой. Сөйткенде бүйтіп терезеден қараған, бүйтіп кетіп қалған, короче. Ұйықтаған, короче. Ұйықтағанда, короче, біреу оятады дейді ғой. Тұрған ғой. Сөйтсе бағана жайша қарап кеттім ба деп айтқан ғой бір екен. Сөйтсе екінші рет оянған ғой. Анауш. Түсінде болып жатыр дейді да. Ебать деген, сразу дәретімді алып, намазымды оқып, сразу, короче, ойдан шығарып жібердім дейді ананшы. Ол братан танисыңдар кәдімгідей. Қызық көп тұрмасын анан. Барып көрейші деген ғой. Ұялып қайтып келген ғой. Бағана жайшаға кеттім ба деген. Ебать па. Мен соңын естіген кезде шокта болғам ғой. Қате екен. Опасно. Ол братан танисыңдар кәдімгідей. Ол братан әңгімесі жесткий тоже. Именно сондай жағынаншы. Көп қой әңгімесі. Сіз қызықты әңгімеңіз айтқан жоқсыз. Сіз айтсаңызшы енді. Сізде көп сияқты бар ғой. Бора екеуміз бір облысқа корпоративкаға барамыз. Бора әнші ғой негізі. Ән айтады ғой. Серьезно братан? Жоқ, енді екеуміз ұлан ғасырдың әндерін жазып алғанбыз. Ямахау, Қызыл Раушан, Балқия деген. Енді плюс қой енді. Бірақ Боряның дауысы бар негізі. Екеуміз Рукиверхтің әндерін караокеде, әжептәуір. Сен мысалы трассада қандай әндер тыңдайсың көбінесе? Мен көбіне қазақша өлеңдер тыңдаймын ғой.
жай әндер тыңдаймын сосын. Ностальгия ма или қазір? Ностальгия ғой. Қайсысы? 2008, 2000. Ең бірінші тыңдайтын әніңді айтшы ал. Қазақшадан ба, орысшадан ба? Бәрібір біздің тема ма, тема Ана емес вернется біліп ма? алайықшы. Жоқ, өзі айтсын. әндері ғой, орысша болса. Өзіміз ғой. Базар жоқ. Рукибектің любой әнін айтып кете бересің ба? Айтып кете бермеймін. Любишь ты Алёшку больше? Тыңдаймын. Еще ютубтан концертін жолға шыққан кезде жазып алған ғой, жазып қараймын деп ше. Алёш. Қарағанмын. На чужой территории дейтін білесің ба? Иә, сөйтіп, сосын братан. Думала. Сөйтіп. Сөйтіп, Боря, енді екеуміз жүріп үйреніп қалғанбыз трассада да талай екеуміз әндер тыңдаймыз. Рукибектің әндері бар. Алматыға жетпей Самсы деген жер бар ғой. Сол жерде тоқтап алғаш махаббаттарымызды еске алып бір жылап алатынымыз бар. Шынымен енді бұл да айтады әңгімесін, мен айтамын, бұрынғы кездеріміз екеуміз көп енді уақыт өткіземіз екеуміз. Сонымен жаңа жылдық айтамын ғой, бұған чотам әнге қалай қарайсың деймін ғой. Сөйтсем болды Арман, екеуміз жүре берсек болды ғой дейді. Кәдімгі екеуміз бір облыстан звондайды ресторан хозяйны. Мен айтамын, Боряны танып тұр ғой енді, ол кезде бұл төбелесіп жүрген орыспен бір орысты құлатып едің ғой бір. алғашқы айтты ғой. Сол кездер ғой, сонымен тұрады да. Мен өзім келісіп алдым да, Боряны тығу керек болып тұр енді. Айтамын ғой, осындай Боря деген жігіт танисың ба? Ой, танимын ғой, братан, төбелесіп жүрген братан емес па деймін. Ол ән айтады ғой деп едім. Уә деп күлішіп береді. Ресторан хозяйны ше. Ана өзін сұрай алмай қалды. Нежданка болып қалды, сенің түрің елестетті ғой, ән айтып Бәсе маған бит қарап келеді, күліп кете береді. Содан қандай ән айтады дейді. Үш ұлан ғасырдың әндерін айтамыз дедім. Кәдімгі екеуміз жазып тастағанбыз, әнді береміз дедім. Қойшы дедім, қандай дуэт болады? Дуэт ат қойған жоқпыз. Мақсат пен мақсат деп қойын дедік қой. Біз мақсат пен мақсат деп қоямыз ба деп қуғанбыз екеуміз. Сонымен 5-6 емес, 2 выход жазып алдық. 4-4-тен 2 ән. 8 ән жазып алдық кәдімгі. Еще гонорарына келісіп аламыз, Боряны келістіріп алғам. Екеуміз ән жазып алдық. Еще құрмаштардың әндерін жазып алдық. Еще умрадан кейін ба? Умраға дейін ол шашымыз лысый ма еді? Кепкамен жүрмеді? Жоқ. Одан кейін бардық. Одан кейін барды. Шаш алдық қой, оған дейін бардық қой. Умраға дейін. Сен екеуміз барамыз да Петя деген алып алдық. Сосын мен сразу айттым. Борямен бір бөлмеде жатпаймын дедім. Өйткені бұл кісінің қорын жаңа айттым ғой, Шаукан ғой, бұл ана жақ жатады, мен мына жақ жатамын деп. Бүгін қалай жатайын депсің? Бүгін енді білмеймін енді, бір наушникпен ұрайын деп тұрмын. Наушникте де қорылын дауыс тұрса, сөйтіп тұрамыз да, Боря екеуміз өлең айтып қалып, суретке түсуге шықсақ, бір ішіп алған келеді. Жопа буря деген сен ба дейді ғой Боряға. Жопа буря дей береді. Мен түсінбеймін. Бір жағынан күлгім келіп тұр. Сөйтсем, не үшін жопа буря десем, бұның инстаграмда аты Чопа буря ғой. Ана ішіп алғанда жопа буря деп біздің мазамызды алған етін. Содан кейін бір ішіп алған адам болды ол кезде. Айта бер. Ол, короче, біткен ғой. Негізі бұзық жерге бардық екеуміз. Қазақстанда бұзық жер ол конкретно. Аман есе қайтқанымызда қуандық. Бізге еще бүйтіп айтты. Сендер қуасыңдар ма, қақа барсыңдар деді. Беспредел ғой ол жақ деді. Ол жақта сен пойызды тоқтатып, короче, кезінде дома қылып пойызды тоқтатып кәдімгі адамдарды. Кәдімгідей ішіндегілерден не істеген тірлік жасаған дейді да. Оқтың бұзық дейді балалар. Біраз әртіс айтты. Сонымен, короче, ойда алып кеткен. Ана балаларға айтамыз. Братан деді. Біреуіне сөйлетпейміз деді. Сол ресторан хозяин балалар ғой, короче. Жас балалар бәрі. Жас балалар. Сөйтіп, мен енді былай, бұл жүргізіп жатыр. Өлең айтатын кезде ғана барам да, өлең айтамын да қайтып кетемін ғой, короче. Мына жақта шетте отырамын ғой. Ол шет, короче, андай ғой, караоке бар ғой. И біреу кіріп кетті, короче. Бүйтеді ғой сосын. Біреу мужик келіп отырды. Нормальный мужик екен, қасапшы екен. Әңгіме айтып отыр бізбен. Білесің ба, бір ет жайлы әңгіме болып кетті бана. Ет жайлы әңгіме айтып отыр. Молодец, анау Боряны қарашы дейді маған. Қанша келасың деп қойды Боряға. Бір нәрсесі, бір ірі қара не етеді деп қойды. Мен соны айтқан кезде шок болып қалғансың ғой. Жоқ, ана бөлек анаяқтағы адамдар. Басқаша негізі әңгіме. Басқаша, бәрі андай. Ірі қара деп қойды Боря. 5 кило ма? Чорт жоқ, короче, анаяқта. Кім айтқанда ш, ғалым айтқанда чорт жоқ анаяқта, короче. Бәрі дерзкий ғой. Бәрі дерзкий, сен біреу кірді. Сөйтті. Пиво деді, жүгіріп бір пиво әкеп берді. Пивоны ішіп отырып, маған қарап отырып, дініп қойып қоятын. Есіне сұрамайды, қақтан көрген, короче, сұрамайды, рамыш. Түрі таныс. Оған таныс болып тұрмын ғой мен. Мен оны түсіндім, короче, сояқтың бір бандитім анандай. Енді әр ауылдың бір тентегі болады ғой. Ясно, түсіндім, короче, сондай екенші. Сөйтіп, короче, мынаған кім кіріп жүрген деп бір әйел адам шықты. Сол хозяйкасы соны денінші. Сөйтіп еді. Деді анау прикинь, хозяин тартып алады ғой. Әйелің не деп тұр маған, не ацқыларың кеп тұр маған, туда-суда деп.
ебать, мен қорқып кетемін. Ара бол жүр деді де, короче, мені жағып кетті, короче. Өлең айтып тұр. Мен айтып қоймын, аяқта бір пиздец біреу кетті. Кім деп қояды? өлең просто жүріп жатыр ма? Жоқ, ана музыка бар. Сөйлесіп тұр. Билеп жатыр ғой енді. Екеуміз сөйлесіп тұр, әңгіме шешіп тұр, аяқта қызыл рошан болып жатыр. жоқ андай да өлең күшті веселый өлең кетіп жатыр бірақ түрі кетіп қалған өлең айтып тұрған адамдардың. Сонымен, короче, тұрады да, екеуміз бітіреміз, ол до конца отырады. Сөйтіп келді. Сөйтіп таныды, артистсіңдер ғой, ары бер деді да. Сөйтіп суретке түсті бізбен. Суретке түсті, нормально. Сөйтті да қайта біздің шай ішіп жатқан жерге келе берді. Сөйтіп әйел қайып шықты. Тыныштық бересің бе, бермейсің бе, ары бер деп еді. Короче. Шығасыңдар ғой осы тесттен, короче. Тура Руслан сияқты сөйледі ғой. По-другому я с вами буду говорить деген дейші. Осы тесттен шығасыңдар ғой, көрсетемесіңдерге деді. Сіздерге де айтып тұр. Бәрімізге айтып тұр, осы тесттен шығасыңдар ғой. Бізде сөзіміз жаттап жатыр. Вот и все, подошла моя жизнь. Уже соны пландап жүр қыз, оны айтамын деп. И сонымен, короче, балалар тыпырлап жүр, короче. Сөйтіп, не болса да сөйлесіп тастайық дедік ара екеуміз. Сыртқа шықтық. Қақтансына таразамыз, ары бер. Мен осындай отырып шыққам, бір убийствоға ма бір нәрсе. Осы жердегі, короче, біраз нәрсе қараймын. Ана балалар жақындамайды, короче. Сөйтіп айттық, біз өзіміз напағамыз тауып жүрген баламыз, ары бер. Если что тараз өтіп жатсам, давай хабарлас, ары бер деді. Нормально, нормально. Бала негізші, просто көңілін таба алмайды. 500 мың берсең, любой адам жақсы сөйлесіп кетеді ғой. Жоқ, берген жоқпыз ғой. 50 берді ғой. Сен берген жоқсың ба не деген мен өзім үшін бердім десең. Сөйтіп, короче, нормально өк өткенбіз. Ё-моё, негізі әр бір өнердің өзінің бір несі болады ғой, дески. Негіз біз көп жерге бардық ондай. Ана барма деген жерлерге барып көрдік. Енді бір жағынан тараздан өскенден кейін ба, өзіне байланысты ғой. Дұрыс сөйлеп кетсең, ол мен ойымша ол барлық жерде нормально өткен ба. Боряның қасында, мен өзім лично Боряның қасында жүрсем, қорықпаймын мен ешкімнен. Өйткені конечно, мен жаза саламын, любой, маған разница жоқ шешен. Жазамда келем, терпил болып кеткенсің бе дейсің что? Жоқ, Боря. Екеуіңізге бір сұрақ қойыншы, братан. Сізден бастаймын ба? Ой, енді қыздың жолы жіңішке ғой, десең. Мен білем сен қандай сұрақ қойдың. Қандай сұрақ қойдың? Далбойыпсың, айтыңдаршы. Сүйшақтан ұрайық. Вообще КВН туралы ғой. КВН туралы. Сенде андай, мен өзімде кейде болады сондай нәрсе бар ғой. Сендерде бола ма екен, соны сұрайын отырмын. Мен өзім дұрыс адам ба екенмін тексеріп алайын отырмын. Сахнаға шығатын кезде дірілдейсің ба? Жоқ, ол емес. Құтыңа жіберіп қойған кездер ма? Жоқ. Короче, осы КВН ойнадың ғой, неше жыл ойнадың мысалы сен КВН? 20 жыл биыл. Сол 20 жыл ойнаған ойындардың ішінде андай ойын бар ма? Мына ойынды қайттан ойнау керек еді негізі дейтін ойын бар ма мысалы сен? Осы ойынды кері ойнау керек еді мына жерде негізі дұрыс емес. Менде ондай болмайтын сияқты. Өйткені мен қайттан ойнасам сөйтіп ойнайтын сияқты. Жоқ, андай бір андай ішіңнен істеп қаласың ғой, осы ойынды кері ойнау керек еді негізі ше, негізі бүйтіп. Мен болған. Өкінгенше бір. Өкінген ол. Сол қандай ойын? Түлектерге барамын ғой. Шірен ғой шеше. Қай ойын? Ол онда Алатауда болды. Онда екеуімен. Біреу мынандай болады, біреу. Бір сценариймен өгізе 10 жыл сахнаға шықпағам. Ары айтады. Буря, шықшы дейді ғой. Таразда, короче. 2000 Боря 10 жыл КВН ойнамай кетті ғой. 10 жыл ет тасыды, темекі тасыды, адам тасыды, жүргізуші болып кетті. Сонымен бір күні, 1 сәуір күні 2018-де ма, 1 сәуір күлкі күнінде 19-да ба күлкі күнінде андай ойын ұйымдастырамын мен. Мен өзім қышынып қалған адаммын, сондай жақсы көремін, ұйымдастырып жүрген ана мынау ағалар, көкелер, інілер, баба аталар деген ойын ұйымдастырамын. Таразда 4 команда, 4 дәуірін. Сонымен тұрамын да біз енді көкелер болып қаптық уже. Мен тұрамын біз команда Тараз 2 бар, антивирус деген команда бар. Сон бауырсақтарды шығару керек болды. Боряны тауып да айтам, Боряға, что там шықсаңдар, бауырсақтар болып. КВН-де сағынып қалған шығарсың сахнадан десем, бұл айтады, 10 жыл болды же қаяқтан КВН. Мен анам тас үшін, мен қоймай көндірем. Русия бага үшеу шығатты, и халық 1000 адам сағынып қалған ғой Боряларды. Антивирустен қатты олар өнерде жоқ қой енді вообще. Бұлар енді лицо болып қалған. Мен кезінде ең бірінші тағы да айтамын, маған 20 жыл бұрын үздік ойыншының бірінші берген осы жігіт маған. Осы нормальный подкасттың ең бірінші қонақтары Бота мен Боря. Не үшін олар? Өйткені бұлар ниеттерді, іштерді таза адам болғандықтан осы подкасттың ғұмыры ұзақ болсын деп осылар шақырғам негізі. Сондай. Анасы. Анасы мен әкесі. жылағым келіп тұр нақ.
тұсауында осы кісілер кесті. Осылар кесті 9 жасында. Атын кім қойды? Атын Нормальный деп қойдық қой. Білмеймін, нормальный деп. Нормальный за забором ғой, білесің ғой енді. Қуып тұрсаң. Сөйтіп осы Боря мен Ботаны мен өзім жақсы көремін да. Адам айтады ана көркем мінезбен ортаға сиятты деген осы Боряға айтылған нәрсе деп ойлаймын. Сонымен тұрамын да Боряны шақырамын. Бұл Боря шығады ана жыртады ғой. Баласағын кәдімгі шапалақ ұрып, бауырсақтар кәдімгі өздерінің темасын тығады. Жаңағы косяк жайлы бір прикол тығып жібересіңдер, спичка жайлы ма, сосын не істей берсіңдер, анау мынау айырады ғой кәдімгі. И мен Боряның желаниясын көзінен көріп тұрмын да, айтамын ғой, Қытайға барамыз деймін. Кәке шақырып жатыр деймін. Бауырсақтардан тек Боряны алып кетемін. Ұрыса мен байға бармайды, олардың жұмыстары болды, анау болды. Ол кезде Бағлан қан орталығында істеп анау военный. Военныйда істеді. Боря уже жұмыстан шығып жатты ма біресе болды. Жоқ, мен сұранып кеттім кәдімгідей. Сұранып кеттім ба, сол Боряны машинадан тастадым. Боряны алып кетемін. Наматта болады как раз. Әкімнің күні ма, сондай Астана күніне. Тура сол сценарий, бірақ Астана қоямыз. Біз бірақ желаниямен барып тұрмын. Мен ойладым Боря жыртады деп. Айрам деп ойладым мен де. Тураны тараздағы болады деп. Шығады. Әні бері биле деген қандай еді? Ары бері биле деген ән хит болып жатқан кез ғой. Манау шығады. Кеш үй меч. Күн ыстық. Далада ма? Жоқ, наматтың іші ғой. Майда ғой. Залдың Апрельде болды, ана майда болды. Жоқ, июньда болды. Залдың ішінде ыстықты, и мынаның тері ағады ғой, үлкен толық болғаннан кейін тері қатты шіриді ғой. Мен өзім күлкім кеп тұрмын, шіріп атқанныш, бір жағынан ұялып тұрмын мен шына. Бекер деп шына. И соңында анау оң жақтарыңызда деген мен көтеріп кеттік те. Айқын шықты балам. Кішкене жауып кеттік, бірақ дыра болды енді. Жесткий болды. Анан қақтын алып келдім деді ғой маған. Қай сандықтан шығарып алдым деді ғой Боряны. 10 жылдан кейін шығып тұр, ойлашы. Родной, ебать. Сосын бүйтеді маған, болды Арман дейді ғой, мен қайтадан жұмысыма барам. Мен шақырма сағынаға дейді ғой. Мен айтамын, ей, іштең етпейді. Бір рет жырттың, бір рет айырылып қалдың, енді жыртылып қалдың, енді іштең етпейді. Может, ертең сөйтіп, қазір қараса. Жоқ, соңғы бұл бүйтеді маған. Инстаграм аш дейді. Инстаграм. Инстаграм, вайн түсіріңдер. Вайн түсір дедім. Қазір ашын әңгіме айтып жүрсің ғой, соның бәрін түсіре бер дейді. Сөйтіп барып, дайыр айтты, мен көмектесіп жүремін, бүйтіп. Сөйтіп балалардың бәрін жинап аламыз да, короче. Вайн түсіреміз. Сөйтіп қарасақ, 14 подписчик, 15 мың жиналып жатыр, анекдот айтып жатыр. Соң кейін барып, Есен аға неге, анекдот айтып жүр екенсіңдер, ары бер түлектердің кездесуіне келіңдер деді. Алматыға. Духы шықпаған ғой көбіне шына. Есен ағаның сөзін жерге тастап несін, бәрі аяса, маяса, бәрі болады деді. И балалар қараймын, көздері жанып тұрып, барайық, өзіміздің кайфымыз үшін ойнап келейік. Ары бер деді. И багет жұмыстан шығарып жібермей қойды, короче. Сонымен барамыз ғой, ёп, твоя мать. Қайтып шірейміз ғой. Шіреудің патологы сол жерде болды. Маған сразу звондады, сөйлестік қой, Арман деді. Мен ол кезде бұл бауырсақтар ойнады ғой. Біз те шақырды, бірақ біз ол кезде туалып қойдық та, біз бара алмай қалдық. Біз өйткені телевизион анау Техас бәрі ойнайтын кезде түлектер болды, сол кезде ойнап қойдық қой. Кімдер айырды ғой сол кезде, кімдер айырды ғой? Кеш алар. Астанада ғой. Сендерде Аягөзде ойнады. Аягөз айырды. Мейіржандар айырды. Алматыда ойнады. Алматыда ғой. Дисктар мойыма тапшығанда, сіздер ойлап тұрсыздар ма, простой диск. Мынау 2000 жылғы біздің КВН ойнаған, бер ойладым ғой, кіретін шығар деп. Русия бір кезде ана ұмытықты. Шоу керек пе сендерге? Қазір мына жақтан арыстандар түседі. Халық отыр шешен. Қарап. Бәлә деген соң. Вообще кірмей жатыр. Содан кейін барып кеша жыртылып жатыр. Шіргендеріңе. Шіргенімізге күліп жатыр ғой. Біздің Таразский прикол осындай дедім. Қалай қабылдасаңдар деп едім. Содан кейін барып бір анекдот айттық, соны кішкене көтердік. Сонымен шықтық кеттік. Сонымен Боряны көрдім. 10 жыл адасып басқа жұмыс жасап жүрген. Енді менің арқам емес, біз себепкеріміз ғой, бәрі Алладан ғой. Бірақ енді кішігірім себепкер болғанма мен қуанам. Өйткені Боряның өзінің сахнада жүрген жұмысын от души істейтінін көрдік те сол кезде. 10 жылдан кейін қайттан кеп, қазір Тараз 2000 КВН командасының мүшесі. Тараз 2000-де туылған сияқты болып кетті. Қазір енді мне комфортно. Борямен любой подкастқа барған, любой жерде жүрген ыңғайлы табиғат. Енді қазір заман андай ғой, дос көп, Аллаға шүкір. Неше түрлі дос бар. Біреу тойда ғана араласатын дос бар, біреу көргенде амандасатын дос, бірақ доссын. Андай дос бар, табиғатың келетін, бүкіл жерде сапарда бірдеге болады, сапарда білесің дейсің, достың қандай екен. И сондай достар бұрында андай ғой, жақсы көрген бір қызды жақсы көрсең, қасындағы біреулер айтады ғой, ана жер жаман, мына жер жаман десе де, любой минусын жоқ қыласың да, жақсы көрсең болды, жақсы көріп қаласың ғой. Сондай достар. Сол жақты ғой, мен қатын солай жақсы көріп қалдым да, Борис, пиздец, универ қарайды десе похуй қалдым. Жоқ, любой минусына қарамайсың ғой дегенім ғой. Доста да сондай екен, негізі.
Ол дос деген ол бір-бірінің минустарын жауып жүретін нәрсе ғой. Сол үшін енді Аллаға шүкір енді Боря қасымызда. Жаным. Бірге бүкіл сахнада жүрміз. Орысша 30-дан кейін Криштиану оқысап, қаншама кубок алып тастадық қой енді. Мақтанғанымыз емес. Орысшаны тотып алдық, қазақшаны тотып алдық. Кім айтқан? Хамид айтқандай ма? Сендер камбэк жазадыңдар ғой, жоқ болып кетті, жоқ болып кетті әйтеуір. Последен тотып алдыңдар. Сөйтіп Ктаны тотып аламыз ғой, енді келбе, Ктаны тотып алдық. Ктаны тотып алдық. Сол кезде кім жылат кетіп еді анау? Жалғыз өзі шығып айыратын шегелші. Зертаспен. Жас бала енді ренжіп болды. қойдым бізге енді. Біз енді оның атасымыз ғой, динозаврымыз ғой, ренжіп қалған кездер болды. Арнайы жоба ма? Арнайы жоба, иә. Әкімнің кубогы ма, Тәкең жүргізіп бірінші орын алып кеттік сол кезде де. Бұйырды сол жыл бәрі 5-6 кубоктың жылы болды ғой. Әдемі ғой, күшті ғой. Енді бұйырсетін Тараздағы ойында бір жан айтыпсыз ғой. Тараз 2020 жылдың өзіңіздің территорияңыз ғой. Таразды жақсы ойнау керек болып тұр ғой. Негізі не ғой? Ара, короче, айтады ғой, КВН-ге барамын, ондасына шақырып тұрады ғой. Сол кезде мен енді для приличия айтып қоямын балалардың үшін. Болды қоятын шығармыз деп. Бірақ души мына жақта ойнағым келіп тұрады жаным. Біз ішімізде мысалы кеше бір КВН-ге бардық, ондас ұйымдастырып 1 миллион ұтып алдық та. Бәрі айтады бізге, не үшін үлкендерсіңдер ғой, жастарың келді 20 жыл болды. Ішіміз қалап тұрса, сол жерге келген халық күліп тұрса, қалай ойнамайсың? Наркотик сияқты оны грррр деген естісем бар ғой. Құдай сақтасын. Бір мықты болып қаласың ғой. Шірісең өзіңде қоясың ғой, болды ғой. Пока енді бір патрондар болып тұр енді. 60 бай 50 бай деген сияқтылар ғой. Баслиганың 2 рет арнайы жобаларын ұтып алдық. Баслиганың Орысша барамыз да. Соны сезонға түсіп кете жаздадық иә, сол немене. Жынданып жүріп сезонға түсіп кете жаздадық. Айтуға бар ғой, Айтуға сценарист. Екеу барлық айырып тастадық та сезонға түсеміз деп жүр ғой. Не в тему. Ойлаш, барып қазақ бізде нандай балалар жүр, кішкентай балалар. Мен ұялып кеттім аналар көріп. Сосын Айтуханы көрдім де, ол жас қой бізге Айтуға. Айтуға жүр екен ғой дедім мен. Может түсе саламыз дедім, Айтуға келдім де. Жотам сезон ба десем, жоқ ғой братан, жастарды алып келдім деген кезде бар ғой. Автоматически болды дедім ғой. Сезоны құрсын дедім. Ят қой шеш. Өзіңнен 20 жас кіші балалармен сезонға түсіп тұрған. Бірақ арнайы жобаға келіп тұрамыз деп Кеша братанға айттық. Біз шақырып тұрдық Ақыл ағаға бәріне. Негізі андай Есен ағаға айтыпшы, именно сол өзіміздің поколениемен бір сезон ұратын болсақ бар ғой. Мықты болады. Мен білесің Есен аға не айтатын? Арнайы жобаны жай батылға шақырыңыз деп айтып, әлі айтып жүрмін мен. Қызылорда, Аралас, бізбен ойнаған Шымкент, Шымқала, енді олар жиналмайтын шығар. Мен даже айтқам, назар аударды қойып беріңіздер бізге деген. Қызық маған. Назар аударымен бір қарсы ойнасақ. Олар енді тамаша сияқты ойнаса, біз өзіміздің андай шуткаларды ойнап, бір батыл ұйымдастырып жіберіп, налар ұтып алса, по-любому бізге беретін шығар үлкендерді. Конечно береді ғой. Смело ғой. Сізде ондай ойын жоқ, в общем. Қандай ойын? Өкінетін. Өкінетін ойындар енді білмеймін қандай ойын болды. Жоқ, сен шірмегенсің. Жоқ ей. Нормально жар енді. Нормально. Енді мен шіріп тұрам енді. Вообще ничего. Еще мойындаған күшті ғой. Мен андай. Ондай емес, мен шірген кезім болған. Мен еще бар ғой. Бірақ білмей тұрмын. Мен бар ғой. Мен бір баланы. Тойда да шіреймін. Мен бір баланы бар ғой, білем да. Ол бала шіріп атса да бар ғой. Ол өзін звезда қылып, бүйтіп алып жүреді. Сол жағы, сол качествосы ұнайды ол баланшы. Ол баланы... Тойда ма, КВН-де ма? КВН-де, любой жерде ол, короче. Ол шіріп атса да, короче. Атын айтуға ұялып тұрсын ба? Ұялып тұрмын. Бірақ ол... Қорқпайсың не бірақ, одан? Жоқ ғой, мен құрдасым ол, походу. Құрдасым ба, 87 ма? Анан, дерзкий баланы бар ғой. Бірінші әрін айт, мақы. Да. Екінші әрін айт, мақы. Дастан жайнақ қой. Красавчик анашы. Мен қарап тұрам ғой. Зал тишина болыватса да. Жақсы да қой. Красавчик ана, риза болам. Да, біз алдымыз ойнап кетіп жиналыс болып. Не ол? Жиналыс болды ма деп қой. Өз-өзіне күліп жүре береді красавчик. Біз ана бүйтіп қаламыз ғой. Ол вообще түсірмейді. Негізі көп КВНщиктер іштей жанып кетеміз ғой. Өте қиын. Сендерде ондай бола ма? Назар аударда или болмай ма? Конечно, братан, болады ғой ондай Бірақ нәрсе. сендерде тұр бермейсіңдер, Білмеймін ал ондай. Жоқ, мен сендер кішкене жаным ашқам Таразда ғой. Концерт залда отырмын, мына Ақболат екен. Еще біріншісі ғой сол. Біріншісі ғой. Ё-моё, сол кезде маған кім айтты? Бекбаратбек айтты. Я осылай жайлап тексеріп жатыр нелерін деді ғой. Ол телевизионный содан кейін бар. Жоқ. Әшейін өздерің үшін ба? Просто Ақболат екеуміз просто беріп қарайық деп не істегенбіз ғой, балдар айтқан ғой. Содан кейін түсіндім ғой, что сендер тексеріп жатқандарында мен ойладым ғой. Аналар ұзаққа бара алмайды ғой мен депші. Сол бірінші сол концерт қой, Тараздан барып. Сөйтсем тексеріп жатыр екенсіңдер ғой. Одан кейін. Біз енді өзіміздің жаңа ойнап жүрген Боря, Файзулла, Олжас, мен төртеуміз енді біз енді КВН десе біз сразу любой нәрсені қойып кете береміз.
жұмыс қарамаймыз, бала шаға бір жерге барамыз деп айтып қойдық, шетел уже біз футбол КВН болса біз төртеуміз ішкен ас жерге қояды дейді ғой, сол сияқты кете береміз любой жаққа. Біздің бір жаманы сендер сияқты автор емеспіз ғой, біз мойындаймыз оны. Ол сырттан да білінетін шығар. Біз шипашпыз, жақсы ұрлаймыз. Штамповать етеміз. Еще біреудің әзілін, өзінің әзілінен күштеніп береміз. Бұрында өзі танымайтын қыз бересің ба? Шымкентте ойнап жүрміз, студент деген бір әзіл бар етін. 500 теңгелікте бір қадам алға дегенші, соны біз 3D қып Шымкентке апарамыз ғой, өздерін ойнап берсек бүйтеді ғой. Ареке, біздің әзіл емес па дейді ғой анашы. Айтамын, қайсысы деймін ғой? Сессе дейді. Жоқ, біздікі кішкене қосқасында өзінің әзілдерінде өздері таңғалып тұр ғой. Өзінің әзілін өздеріне білдіртпей айуан ойнап бергенбіз ғой. Біз қатты ұрлаймыз негізі. Бұрын гастрольге шыққанда сондай еді ғой негізі, фестивальға келесің. Қазір ұрлай алмайсың ғой, эфир. Эфир. Қазір TikTok-тан да шығады ғой, қазіргі ойын қазір шығады ғой. Бұрын Таразда бар ғой, выездға шыққан команда қайтып келген кезде выезддан барып бір писарым болады, конкретно жазып отырады бәрін. Бұл қалаға келесің, төңкересің ғой. Бауырсақтар звезда ғой, маған лучший урок берген, мен көңілшіктер болып келем. Бұларға енді бұлар Джейкобқа барады, сыртқа шығып кетті. Әр ойын сайын айыра береді тана. Біз білмеймін енді, әзіл жоқ. Анау бар еді, жастарлап жаһандікі. Мынау жыртып жатыр да сонымен. Мен іштей, Боряның миы деген базар жоқ екен деймін ғой. Андай шығара береді екен деймін, әр ойын сайын ше. Бір нәрсені алып береді. Ана адамның ойына келмейтін әзілдерді ойнай береді, зал жыртыла береді. Сөйтіп бір күні сыртқа шыққызып біреудің әзілдерін алып келеді екен ғой. Сонымен бір күні мынандай қызық оқиға. Сендер де шығатын болыңдар, ә? Сенің подкастына келіп отырсақ біз екеумізге подкастқа бара екеумізге подкастқа бара беру керек сияқты ғой. Бора екеуміз тоқтамаймыз. Оқиға көп бізде. В общем, бір күні 2007-те сыртқа бір шығып келеміз фестивальға. Сонымен 2007-те Шымкентке КВН-ге барамыз. КВН-ге барсам, бір Бекжан базары ма, білмеймін, базардың алдын өтіп баратсам, бір таныс дауыс шығып тұрды. Менің даусыма ұқсайды. Бәйбі тоқтаймын да, бір кімнің дауысы деймін да. Балалар бәріміз кетіп баратымыз, самса жеп баратымыз ба? Айтам ғой, көре салайықшы деп. DVD ол кезде диск жоқ бізде. 2007 барып қалсам бір кен, ол кезде рубашканы сырттан шығарып қойып ойнаушы едік қой. Жасыл рубашкамен. Беріп тұрмын ғой мен. Өз-өзім дисктен көремін деп шокпын ғой бір кен. Біз дисктеміз. Тұрамда 2 дискін сатып аламыз. Антивируспен барғанбыз. 2 дискін сатып аламыз да. Үйде DVD бар ғой енді, 2 диск сатып аламыз да, шокпыз. Бізге қалаға келмеген. Үйге барамыз да, Мади бар, антивируста, мен қазір Айқын деген баламның өкіл әкесі. Екеуміз де дискіні қосып аламыз да, ручка қағаздап аламыз да. Ойласай. Ойлаш, 2 ойында айуан шуткалар бөліп аламыз ғой. Ең мықтылар мен алам. Өйткені мен айтам ғой, мен алам, мен таптым ғой деп DVD мен апардың даусымды естіп. Жынды 10 шутка жазып алам. Ол сәл онша емес 10 шутка жазып алады. Ол кезде біз ойнаймыз, бауырсақтар антивирус, біз гран-при, олар 1-ші орын, бауырсақтар 2-ші орын алады ғой. Жоқ, сол кезде қарап тұрық та. Айдасылайын. Сонымен біз 1-ші орын алып кетеміз, гран-при алып кетеміз. Қуанып жүрміз. Саят төлеп берген ағамыз ғой, капитан еді ғой. Ол біліп тұр бәрін. Өйткені ол дисктер көрді ол. Қоған ба, білмеймін. Бірақ халық білмейді ғой. Сонымен ойыннан кейін Саят келеді сәкең бізге, Арман, айран месендер дейді ғой. Не істерін білмей жүр, ұтылып қалды. Жыны кеп тұр, жасы үлкен мужик қой бізден. Келесі ойында проектормен бәрін шығарып көттеріңді ашам дейді ғой. Жынданып жүр сәкең. Ома көздер дыр-дыр етіп, темекі шеге береді ғой орадан еще. Сонымен сол күй қалып кетті, бірақ әлі ашуланады ғой соны көріп. Редактура жоқ қой сол кезде. 1-ші орын алып кеткенбіз, гран-при алдық қой. Ұрлап үлгіремей қалдыңыз ғой сонда. Конечно. Айтып тұрмын ғой біз, чипашпыз ғой, тез ұрлаймыз. Зеленый водада чипаш болғанбыз ғой, 3-ші классында. Ата көшеде бір чипаш отыр, кезінде 3-ші классқа қайдан ұрлаған, блядь. Лезвімен пакет тесіп кетеді. Серьезно? 5 квартирасы бар. 5 квартирасы бар газ. Астанада тұрады. Маған намаз үйреткен еще ол бала. Намаз үйретіп, чипаш болған. Сен кім? Ол еще бүйтеді ғой. Ол еще бар ғой. Бүйтеді ғой. Бүгін жұма жүріңдер деп 40-шы домнан бәрімізді апарып жұма намазға. Кәдімгідей емір жет апарған ғой сол бала. Бірінші апарған сол жігіт па? Иә. Шипаш қой негізі. Данияр Төлешев, Данияр деген досым бар еді, мен класстасым. 33-те оқығанбыз екеуміз. Базарда мешіт бар ғой. Соны айтады ғой, Арман жұмаға барайық дейді. Домашний телефонмен звондайды. Тончикасымен все барайық. Ол по пути мені алып кетеді ғой. Мен білмеймін ғой жұма намазға баруды. Сөйтсем, андай турсиден сәл ұзындау шорты киіп шығамын ғой. Білмеймін ғой енді. Сыртсам Данияр күледі ғой, не киіп шыққасын дейді ғой. Ят қой анау деп. Сол шортикті шешіп, шалбар киіп, барып бірінші жұмаға алып барған мен Данияр деген жігіт.
қазір түрмеде десең иә. Құрметті достар, нормальный подкаст бүгін қонағы чемпион, актер, продюсер, керемет әке, красавчик жігіт, біздің бауырымыз Назар аудар Ғазиз Ерболат. Рахмет келгеніңе. Алла разы болсын. Творчестволық табыс, Құдай қаласа. Бала шағың қызыңа тоймай. Егер де Ғазиз келіншегімен тағы да келсін, өзі келсін деп көп комментария, лайк жазатын болсаңыздар, біз тағы да Ғазизді екінші жасқа шақырамыз. Ешқандай подкастқа бармаған эксклюзив бүгін болды бізде. Бірақ Ғазиз көп сөйлемейді екен. Жаннан дейтін андай мен өзімде бар ғой, бүгін подкастқа қонақ емес бар ғой. Көрермен болып келдім. Екеуміз екеуің дейтін біз бір ашылсақ бар ғой, кетеміз. Кетейін деп тұрған. Тауылған екенсіңдер екеуің дейтін. Андай бір подкасттар болады ғой, әңгіме жүрмей қалады ғой, білесің бе? Мұнда дейтін совсем бір-бірінен талас болып кетіп жатыр ғой. Өзіңке үйреткен. Қоймайын. Айдема Мигренский. Оны кадрдан тыс айтамыз. Бұл бірінші бота жеңгені білесің ба, не істеген? Бірінші кездесуге қаға апарғанды өзің айтасың, мен айтайын ба? Айта бер. Пивнушкаға апарған. Серьезно. Кофеге барамыз деп алдап алып шыққанда ботаны ше, пивнушкаға апарып, сол пивнушкада достарымен барып көк түттім дейді. Бота айтады, пивнушкада отырып бір көзімді ашсам дейді ғой, Сразу мандыр. Жоқ, қандай болады? Енді ол кез ақша жоқ дейді енді. Ақшам жоқтан. Сөйт кофеге барамыз деп айтып қойған ғой. Блин, достарым звондаймын, қақтасыңдар, кафеде отырық дейді. Кофе бармыз, сен бар ғой, ішін келмейсің. Сөйт, қақтасыңдар деймін, тайфун дейтін. Атынан шыққалай, тайфун. Кіріп қалсам, пивнушка емін кедалып отырды. Бір кофе, бір пиво дегенсің ғой. Сразу. Бетіме қарап тұрып. Бұл бізде кофе жоқ. Онда екі пиво дедің ба? Оған дабрине дейтін ол кезде сок бар ғой. Сонда беріп қойғансың ғой. Балаларың көйінше отыр. Пиво ішіп отыр. Апарып тастау керек болады. Талай таксист лақтырдым ғой шеше. Мәдениетіне лақтырдым. Негізі көп отбасы, көп қиыншылықтардан кейін бір жақсы өмірге жетеді дейді ғой. Негізі мен Боряның талай қиыншылықтармен өз көзіммен көргем. Біз ана 10 жылда бұл өнерден кеткеннен кейін біздің достығымыз айырылмаған. 10 жылдың ішінде мен талай образада, ауызашарларға, айттарда, туған күндерде, қуаныштарда барып тұрам. Қазір Борялардың 5-ші кішкентайына мен өкіл әкемін. Не? Құтты болсын Алла. Сондай Кішкентайыма өкіл жетіп әке. жатыр, Аллаға шүкір иә. Ара сондай етін шынымен. Андай ғой. Қандай бала болды? Қалай көтерілді? Өзгермеген бала, короче. Араш. Андай ғой, короче. Біздің үйдегі теманы бәрін біледі мұн, короче. Бір күн үйіне бақтасам, Боряның папасы, мамасы, бота төртеуі карта ойнап отыр. На разимание. Хумаше, долбан. Қаймен тастар жалаңаш отыр ғой. Хумай, долбан. Мен ондайды көрмеген ғой. Барып қалсам, папам мазар карта ойнап отыр. Мая жыртылам ғой мен. Толмай деймін. Сол ойнап отыра бердіңіз. Папамен келіншегім жақ, мамам екеуміз. Алтылық, әрбер ойнап, уақыт өтсе. Жалпы негізі сондай жаңағындай отбасылық дос болған күшті ғой, шынымен де. Баяғыда Ақтөбе жақта бір екі дос болған екен, мықты осындай. Тоже жаңағыдай араласпаймыз деп ұрсып қалады да, бірақ кәдімгі шын бауырымен жақсы көріп кері араласып кете береді ғой. Сөйтіп бір екеуі қатты ұрсып қалған ғой. Сөйткенде мына ренжіп үйінен шығып кетіп қалған, короче, досының үйінен. Кетші араласпаймын деп кетіп қалған кезде мана досы басы кетіп қалғанда жазып жіберген, короче. Сен де араласатын адам емес екенсің. Араласпай қойық бұдан былай. Мен номерімді өшіріп таста деп жазып жіберген ғой. Сәлден кейін анадан сообщение келіп тұрды, ответ. Ашса кім екен деп жазып жіберген дейді. Нервысына тиюді. Дос демекші, бір апамыз 85-ке келген апа. Отқан ғой диванда. Кішкентай немересі өтіп баратып. Ападан сұрап жатыр дейді. Сөйлей алатын жайдан тілі шығып, апа қаншадасыз десе, апам 85-темін деген ғой. Сөйтсе ар жақта ана баланың папасы телевизор көріп отыр дейді, достық жайлы. Құрметті көрермендер, осымен нормальный подкаст осымен бітті болды. Кейін көресің. Қайсыны? Мамасы мен баласы кетіп баратқан ғой. Сөйтсе бір кішкентай бала мороженое жеп кетіп барады дейді. Сөйтіп мамасын айтқан ғой, мама, ана кішкентай бала мороженое жеп кетіп барады десе, жесін. Болды ма? Мороженое демекші, бір атамыз барбершопқа барған ғой. Осы қызықтың да шығар. Барбершопқа барып, цветочка айтқан ғой, барбершоп 15 минуттан келіңіз деп. Сөйтіп ата 15 минуттан кейін келсе, свет жағып, прическа жасап берген ғой атаға.
Құрметті достар, осымен біздің Бля, мына потолок шешеді. бүгін нормаль подкасттың қонағы Ғазиз Ерболат. Рахмет. Астына комментарий, лайк аямаңыздар. Осы подкастты достарыңызға жіберіңіздер. Келесі қонақ кім келсін десеңіздер, астына жаза кетіңіздер. Рахмет Ерболат, бір қошемет ұрып қояйық.